мән берсе үлкен артында мағына жатыр ғой. Сөз ғой, сөз. Бәрі сөзден басталады негізі. Сөз түсінуден басталады. Понятийный аппараттан. Иә, жалпы адам болмысы сөзден басталады. Сөзді түсінуге байланысты, жалпы адамның қадірі де соған байланысты. Егер сөз түсінбесе, адам қадірі түседі. Сөз киесі деген де бар ғой қазақта. Иә, сөз қадір, өз қадірің дейді қазір. Бірақ сөздің қадірі қазір қалмаған сияқты ғой қоғамда. Ол жекелеген адамдарға байланысты. Ол бұрында да сондай болған. Иә, сөз түсінген адамдар аз болады әрқашан. 99-ның 1% ғана түсінеді сөзді. Бірақ қазір ана бәрі интернет желісінде еркін түрде шығып жатқаннан кейін бізге сол көрініс болып тұр. Бұрын мысалға көрінбейтін еді ғой. Тек жаңағындай беделді адамдар ғана көзге түсетін еді. Иә. Қазір кім көрінген көзге түсетін заман болды, қолына телефонды алып қосып. Сол үшін біз ана хаотичный бәрібір әдепсіз сияқты көрініп тұр ғой бізге, иә. Сондан оған жаңағыдай негізінен альтернатива ұсына білу керек. Олармен күресу мүмкін емес. Балама контент, сапалы контент ұсына білу керек. Олар шыға береді бәрібір. Ол бола береді. Қатар жүріп отыр өзі. Қарға мен қыран дейді ғой өзі. Қарға мен қыран қатар ұша береді қашанда ол. Бірақ бәрі қарға болып кетсе, халықта айыра алмай қалады. Қыран бүркіт пен қарғаның парқын. Сол нәрсені Ерлан Ақатаев та айтты. Қоғамды сен 100% түзей алмайсың никак. Тек жаңағындай балама ретінде альтернативіңді олар да айтады мынаяқтан, біз де айта беруіміз керек деп ше. Контент, иә. Сапалы контент ұсыну керек. Алла тағала адамға ақыл берген ғой. Сол адам өзі таңдайды. Негізі ақылды адамдар осы қазіргі кезде ақылды адамдар көйіп келе жатыр ғой ақырындап. Мысалы көрмейді, мысалы андай өсе қайбат, ол заман ақырындап өтіп бара жатыр. Жаңағы өзі әр нәрсеге адам тояды ғой. Иә. Мысалы бұрындары әншілердің өмірі қызық болды. Ана журнал шықты, мысалы жаңағыдай Жалқап Қалбайдың аңыз адам, жұлдыздар отбасы деген. Сол мысалы қоғамның сұранысына орай шықты. Өте не болды? Жұлдыздар отбасы, сосын жаңағы аңыз адам деген журналдар өте табысты болды. Миллиондап шықты мысалы. Сол кездерде, иә? Неге? Өйткені қоғамның несі солай болды. Сұраныс. Қазір мысалы отбасыларды ешкім қызықтырмайды ғой. Иә. Мысалы жұлдыздардың отбасы ешкімді қызықтырмайды қазір. Неге? Өйткені біз сол кезден өтуіміз керек болдық. Қазір енді бізге сол интеллектуалдық кезең жақындап келе жатыр ғой. Сол ертерек кезде дұрыс болар еді негізі. Ерте не кеш келмейді, уақыты бар өзінің. Әр нәрсенің өзінің уақыты бар ма? Сен асыққан екен деп Алла өмірін өзгертпес дейді. Сен одан секіріп кете алмайсың. Сен бәрін өтуің керек. Қоғам ретінде өту керекпіз ғой. Қоғам ретінде. Енді қоғам ол қоғам деген адамдардан тұрады ғой. Адамдар өтеді ғой. Жеке адамдар өтеді. Қоғам деген ол абстрактылығы ғой. Иә. Қоғам ол енді адамдардан тұрады. Қоғам деген сіз бен бізден тұрады. Омар аға, сіз егер зрительдерге обращение болса, осы камераға сөйлейсіз. Нұрисламызда сіз ана камераға сөйлейсіз. Мынау ғой, иә? Мен осылай сөйлемеймін үнемі. Жоқ, сіз енді сөйлескен. Иә, түсінікті, иә. Абылай зрительдерге прямо обращение керек болған. Иә, мақұл. Хоп деп өзбекті айтып. Ана өзбектерде не дейтін еді? Хоп дейді, хоп майлы. Хоп майлы. Жақсы. Дайынбыз ба? Звук бар ғой, иә? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Әдеттегідей біз Нұрислам лайв эфирінде бүгін бізде қонақта белгілі абайтанушы, өзінің өткір пікірімен қоғамға танымал болып жүрген кісі Омар Жәлелұлы. Қош келдіңіз, аға. Қош көрдік. Иә. Жаңа сөз барысында айтып жатырмыз ғой, сізге арнайы бір сұрақтар дайындап едім, бірақ бұны жауып қойдық енді. Еркін форматта лайф стиль дейді ғой, қазір тілмен айтқан кезде сондай бір сұхбатты өткізсек деп өзіңізбен. Жақсы. Бірінші кезекте Омар Жәлел аға, мынау интернет желісінде көбінен таралып жатқан, көбісінің жаңағыдай ішінде жүрген сұрақтардан қойсақ. Қойыңыз. Сіз мысалға қоғамға бір сопылықты дәріптеуші адам ретінде көріндіңіз. Одан кейін жаңа абайтанушы ретінде таныдық. Енді абайда шәкәрімде сопы ғой енді сөзсіз. Одан кейін
би болдыңыз. Иә. Би жай ғана би ғана болып қоймай, билердің төрағасы болдыңыз, бас Иә. би болдыңыз. Иә. Одан кейін енді билеп кеттіңіз. Иә. Иә, жаңағы суицай бар, басқасы бар Иә. деген сияқты. Қоғам енді сондай бір салмақты білімді көтеріп жүрген кісі қайдан ғана бұндай нәрсеге тап болды деп сұрайды да негізі. Бұл жалпы сіздің рухани бір өзгерісіңіз ба, іштегі бір ізденісіңіз ба? Осы нәрсені ашып берсеңіз. Иә. Негізінен өзі адам үнемі ізденістегі адам қателеспей тұрмайды. Біздің ең үлкен бір қателігіміз, бізде адам қателеспеу керек деген бір қағида бар да. Бұл енді қайдан келді деген кезде мен өзім ойлаймын, бұл мына совет үкіметі кезінде жалпы сондай бір не болды, парадигма. Адам қателеспеу керек. Қателескен адамды қатты сөгетін, жиналысқа салатын, жаңағы партиялық жиналыс деген болатын. Адам қателеспеу керек деп жаңағы қатты. Адам жалпы қателесуден қорқатын. Ал шын мәнінде өзіміздің ұстазымыз Абай айтады ғой, адам баласы адасып жүріп жол табады дейді. Адасып жүріп жол табады дейді. Адам баласы адасып жүріп жол табады дейді. Егер сен адаспасаң, жол таба алмайсың деген сөз ғой. Сонда мен өзім ойлаймын, адамның ең үлкен бір бақыты деймін ба? Бақыты деп қояйын. Қателесуге қақысы бар. Дұрыс па? Барлық адам қателесуші. Қателесуге қақысы бар. Иә. Неге? Өйткені кім қателеспейді дегенде айтады ғой, сондай сөз бар ғой. Ештеңе істемеген адам ғана қателеспейді дейді. Сондан Алла тағала бізге еркіндік берген. Сол еркіндік арқылы біз қателесіп барып, басыңды тауға, тасқа соғып барып, дұрыс жол табамыз. Соны Абай соны айтып отыр. Енді Алла тағала өзінің пәрменімен дейді, адамды қателеспейтін бүкіл адамды дейді, өзіне мойын ұсындырып қойға оның құдіреті жетуші еді дейді. Бірақ Алла тағалаға ондай бұйрықпен, зорлықпен келген адамдар қажет емес дейді. Алла тағала адамдарға сондай қателесуге ықтияр дейді, таңдау еркін берді дейді. Сөйтіп маған адамдар еркін келгенін қалаймын дейді, Алла тағала айтады. Шынайы түрде осознанно дейді ғой. Саналы түрде мынау көкірек көзі ашылып, ащы мен тұщыны татқан адамдардың қалаймын дейді. Сол арқылы келгенін дейді, өз еркімен дейді, қалаймын дейді. Ал енді бізде өмір өзі, біздегі бір жақты бір көзқарас бар, өмір тек қана тұщы деген. Шынымен де сен тұщыны қалай айырасың? Ащы арқылы ғана. Соны қазақ айтады, ащы мен тұщыны татқан біледі дейді. Сондан адам өмірінде, ізденістегі адам міндетті түрде қателеседі. Және ол қателік, ол бір негативті нәрсе емес, менің пікірімде. Ол сенің болашақ жеңістерінің, жетістіктерінің баспалдақтары. Өмірлік бір тәжірибе ғой. Тәжірибе міндетті түрде. Мысалы, баяғыда бір компанияда бір адам қателескен ғой. 250 миллион долларға қателесіпті. Сосын үлкен шығынға ұшыраған компания. Содан барлығы ойлапты, ана кісіні жұмыстан шығарып жіберетін шығар деп. Сонда бастық айтты, жоқ, мен оны шығара алмаймын жұмыстан депті. Мен осындай тәжірибе алу үшін 250 миллион теңге төледім. Бұл өте құнды. Бұл өте құнды маман деп айтты. Сондан қателескен адам, ана өмірдің ащы тұщын, ол өте құнды маман. Өйткені ол бәрін көрді. Ащын, тұщын бәрін. Яғни бұл өмірдегі бір қателіктеріңіздің бірі болып саналады ғой. Қателік болғанда әрине. Қателік деген кезде ол айтып отырмын ғой. Біз қателеспесек, онда біз періште болып кетеміз. Адам пенде болғаннан кейін біз қателесеміз. Қателесіп барып тәжірибе жинаймыз. Ол тәжірибе, сол біздің ең баға жетпес құнды біздің қорымыз, ол тәжірибе. Сен қателеспесең, тәжірибе жинай алмайсың. Дұрыс айтасыз. Сондан ол адам басын тауға дұрып, тасқа дұрып тәжірибе жинайды. Сондан бұл ізденістер, менің бойымдағы ізденістер, осының барлығы сол ізденіс жолындағы, менің тәжірибе жинау жолындағы бекеттерім ғой. Соғып кеткен бекеттерім. Бірақ
қандай бекетке соқпасам да мен өзіме бай тәжірибе жинап шығып отырдым. Бәрекелді. Енді кім не десе о десін, бірақ мен сізді бір жеке өзім азамат ретінде өзіндік бір философиялық көзқарасы бар, әр мәселеге бір өзіндік бір пікірін білдіре алатын ашық адам ретінде танимын негізі. Бірақ аға білесіз, қоғамда бір мынандай тенденция бар да, енді біз енді шындап келгенде ақын жазушылардың өзге елдерді танимыз. Енді ол ешқандай ақын жазушы өз елін сөге бермейді ғой, көбінесе мақтайды деген сияқты да. Дегенмен өз елімізді біз қоғамдағы болып жатқан адамдардың сөз арқылы, пікірлері арқылы танимыз да. Бізде мынандай дүние бар да, бір адамды көтеріп келеді да, сәл бір сүрініп қалса жердің ана түбіне тастап жібереді да. Бұл мінез жалпы қоғамда қайдан пайда болды? Бұл халықтың сапасына байланысты нәрсе. Мысалы Абайдың философиясында халықты көп Абайдың социологиясында көп деген ұғым бар. Көп дейді, Абай айтады, көпте ақыл жоқ дейді. Содан бастаған әңгімені. Қазіргі кездегі біздің мына қоғамдық пікір осы, әсіресе подкаст жүрген жігіттердің көбісі, сіз де осыны айтып отырсыз, көптің пікірімен біз санасамыз. Көрдіңіз бе? Сонда Абай айтады, бұл көпте ақыл жоқ дейді. Көрдіңіз бе? Көп деген бұл жерде бұған біз дефиниция беріп кетейік, ол масса деген сөз. Масса. Мысалы көп, мысалы қар жауады ғой, мысалы көп жауады, жаңбыр жауады, көп жауады. Көп, масса. Әр нәрсенің масса. Енді сонда Абай айтады, көпте ақыл жоқ дейді. Массада ақыл болмайды дейді, сөз. Көпте ақыл жоқ. Сондан біздің ең үлкен бір қазіргі кездегі қателігіміз, ебін тауып түзе дейді ғой. Біз көптің пікірін біз оны малданамыз. Көрдіңіз бе? Көп айтып жатыр ғой, ел айтып жатыр ғой дейміз. Шынымен көп пен елдің айырмашылығы жер мен көктей. Көрдіңіз бе? Қандай айырмашылығы сонда? Көп, Абай айтады, көп бүгін мақтайды, ертең даттайды дейді. Тұрақты пікір жоқ дейді. Өйткені ақыл жоқ дейді. Ал ел эмоциямен ғой. Ал ел дейді, бір мақтаған адам боқтамас дейді. Боқтамайды дейді. Көрдіңіз бе? Сонда Абай айтады, бір мақтаса боқтамас, ел табылса құмарланды. Біз көпшіл емес, ел болу керекпіз ғой. Біз елдік қасиет төмендеген кезде, елдік қасиет жоққа сайғанда, көптің пікірі бір шорынға шығады. Сонда Абай айтады, көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның дейді. Бұл надандыққа апаратын жол. Көптің пікірмен санасу. Көрдіңіз бе? Біз елдің пікірмен санасуымыз керек. Содан тобықтыны ел қылып дейді ғой, Меккеде жаққан шырақты. Құнанбай атамыз неге айтады? Мысалы, ол тобықты руы кезінде анау Сырдарияның бойында көшіп жүргенде, сол 1921 жыл тобықтының Сырдария бойында жүрген ат деп шәкәрім жазады ғой. Содан ан жақтан жоңғарлар қысқаннан кейін тобықтылар ауады ғой өз жерінен. Содан ауып кеп Ырғызға келеді, Ырғызбай туады, одан Торғайға келеді, Торғай туады, аталар, Абайдың аталары. Сөйтіп кеп Шыңғыстауға кеп бекіп, сол Шыңғыстауда тұрған Найман, Керей, Уақ рулары ығысып орын беріп, сол жерде тобықтылар ел болады ғой. Сонда Абай айтады, тобықтыны ел қылып дейді, Меккеде жаққан шырақ дейді, сөз бе? Сонда Құнанбайдың бүкіл еңбегі, сіңірген еңбегі, Абай айтады, тобықтыны ел қылу еді дейді, мақсат дейді. Көрдіңіз бе? Ал енді сен көшіп қонып жүрген адам, халықта мінез бұзылады ғой. Ылғи соғыс, ылғи жауынгершілік, атыс шабыс, сөз бе? Сөйтіп Құнанбайдың жаңағы қайрат, бүкіл қайраты дейді, ол тобықтыны ел қылды дейді, сөз бе? Сол елдіктің бір қасиет ретінде, сипат ретінде Абай дүниеге келді, шәкәрім дүниеге келді, сөз бе? Егер тобықты сол сол уайымнан Абай дүниеге келді дейсіз, солай айтқандай. Соны айтып отырсыз ғой. Сонда елді жасайым деген уайымнан Абай келіп тұр дейсіз ғой. Әлбетте. Сонда айтады, тобықтыны ел қылып дейді. Көрдіңіз бе? Құнанбайдың негізгі еңбегін айтып отыр. Тобықтыны ел қылып дейді. Қазір мысалы тобықты десеңіз, бүкіл қазақ біледі. Неге? Өйткені дүниеге Абайды берді, шәкәрімді берді. Көрдіңіз бе? Ар жағындағы Кеңгірбайды айтпағанда, басқа да билерді айтпағанда, Құнанбайды айтпағанда, Абай мен шәкәрімді берді ғой, шамшырақ қылып. Неге? Елдік қасиеті, сөз бе, осыны жасап отқан.
Сонда абай айтады, бір мақтаса боқтамас, ел табылса құмарлан дейді. яғни былай түсінсек болады, иә, егер Құнанбайда елшілдік деген уайым болмағанда абай келмес еді. Келмейді. Иә. Енді егер мысалы ол ит болса, Құнанбай, ит дегеніміз жаңағы құлқын қамын ғана ойлайтын адам болса, өзінің бас қарахан пайдасын, қубасын. соны иттік дейді, қазақ айтады. Ит деген нәпсіні, қазақ руханиятында нәпсіні ит дейді ғой. Иә. Сонда абай айтады, өзіңде ит болсын деп азғыр дейді. Андай байлар болды дейді, жаңағы сараң, оңбаған, баспайды. Сол балаларын өзіне ұқсатып тәрбиелейді дейді. Әлгі наныңды үйде отырып же, сыртқа шықпа, ана балалар жаңағы жалба жұлба кедейдің балалар сұрап жеп қояды, нанның жегізбей қояды деп, сараңдыққа, қараулыққа үйретеді дейді бала кезден. Ешкімге сенбе, сен алдап кетеді, оның әкесі оңбаған, баласы да оңбаған шығар деп. Өзің итсің, тағы да бір итті дүниеге әкелген жатсың ба деген қара сөзіндегі осы ғой. Сол иттік дегеніміз жаңағы елдіктің қарама қарсы ұғымы. Нәпсі. Эгоизм ғой. Эгоизм. Сонда егер ол Құнанбай атамыз жаңағы осындай мінезде болса, ол әрине абайды өзіңде ит болсын деп, азғыр деп, абайды солай тәрбиелеуші еді, көрдіңіз бе? Құнанбайда елшілдік қасиет тұнып тұрғаннан кейін біз абайдың елшілдік, абай тіпті бір тобықтының қамын ойлаған жоқ қой. Ол тобықтының несен шығып кетті ауқымынан, орта жүздің ауқымынан шығып кетті, қазақтың ауқымынан шығып кетті. Ол адамзатты ойлайтын деңгейге көтерілді. Көрдіңіз бе? Бірақ біз абайдың тарихынан, жалпы дүниетанымынан абай атамыздың негізі белгілі бір лауазымды қызметтерде атқарғанын білеміз, иә? 40 жастан кейін барып осы халге, осы состоянияға келді ғой, осы түсінікке келді абай атамыз, иә? Оған дейін жаңа көпшілдің ойымен, бәрін көрді. Көпшілдің ойымен, сол көпшілдік парадигмамен ол ұмтылды ғой, билікке деген сияқты, иә? Болыстыққа ұмтылды мысалға. Енді бұл жерде мындай бір мәселе бар. Абай атамыз айтады, көп деген ұғым жалпы абай өте жақсы талдаған. Абай айтады, көптің аузын күзетсең күн көрмейсің дейді. Көрдіңіз бе? Біз қазір кім көрінген не айтады екен деп алаңдай берсең біз қазір сөйтіп отырмыз ғой, мысалы. Көптің аузын күзетсең күн көрмейсің дейді. Өзіңді өзің күзет кел шырағым дейді абай айтады. Көрдіңіз бе? Өзіңмен арпалыс деп тұр ғой. Иә. Мұсылмандықтың шартын айтып отыр. Мұсылман адам ешкіммен шарасы болмау керек. Иә. А біз көптің күзетін, аузын күзетіп отырмыз. Ақыл жоқ көптің аузын күзетіп отырмыз. Көрдіңіз бе? Енді қазір заманауи болып жатқан тенденцияға оралайықшы. Мысалы социальный сеттер бәрі сол көп не дейді екен, көбірек лайк бассын, дұрыс пікір қалдырсын деп адамды сол былайша айтқан кезде сіз жаңа айтқан ит деген иттік мінезге қарата ұрмалап жатыр ғой, итермелеп жатыр ғой. Енді біз қазір өскелең ұрпақ жастарымызға не айтамыз қоғам ретінде? Кеше нені кімді көрдім, кімнің Азамат Сатыбалдың жары бар ғой. Сол кісінің подкастын көрдім. Жаңағы Байсеміз лайфта шыққан. Сонда мен әлеуметтік желіні қолданбаймын дейді. Неге дегенде ол менің жаным сақтайды дейді, таза қылып сақтайды дейді. Бізде сонда өсіріп отқан ұл-қыздарымызды әлеуметтік желіден алыстатуымыз керек па? Әлбетте. Мынау жанның экологиясы деген бар. Жанның экологиясы. Сен жанын таза сақтау үшін әлеуметтік желі деген не? Ол жаңағы көптің пікірі ғой. Оның ішінде жақсы да бар, жаман да бар. Алгоритм солай қойылған ғой, өзінде анық қой, бәрі біледі. Сол жаңағы Назгүл қойдың есімі шамасам, ұмытпасам, сол кісі айтады, мен дейді әлеуметтік жол қолданбаймын дейді. Неге деген мен жанымды сақтаймын дейді. Таза сақтауға тырысамын дейді. Көрдіңіз бе? Сонда адамдар бар екен негізінен. Сонда адамдар қалыптасып келе жатыр негізінен. Енді кейбір мемлекеттерде сол әлеуметтік желіден бас тарта бастады қазір. Ақылды елдер түсінді оның қанша балаларға шектеу қойды, балаларға шектеу қойып жатыр, иә. Сондан енді біз енді көпке топырақ шаша алмаймыз ғой. Неге? Қалай ойлайсыз? Неге көпке топырақ шашуға болмайды? Мысалы көпті біз абай жамандап отыр ғой, көпте ақыл жоқ деп, бірақ көпке топырақ шаша алмаймыз. Қазақ айтады, көпке топырақ шашпа дейді. Көпті жамандаған көмусіз қалады дейді. Неге деген сұраққа үңілсек, сонда абай айтады, көптің бәрін көптеме дейді. Көпте бөлек. Көп ит жеңіп, көк итті күнде жемек дейді.
сонда көптің ішінде көп иттер де болады екен, көк иттер де болады екен. Сонда көп иттер дегеніміз жаңағы тобыр, көп ит, тобыр. Көк иттер дегеніміз бұл интеллект иелері. Көрдіңіз бе? Дара интеллект иелерін абай көк ит дейді. Бірақ қоғам солай құрастырылған, әуелден әзелден солай көп иттер үнемі көк иттерді жеп отырады, сөйтіп күн көреді. Аяғынан шалып өсектейді. Сондан біз жалпы адам өзінің білімімен, өнерімен көзге түседі, я болмаса біреу жаңағындай арттан жоқ, анау сен былай, мен былай түсеймін. Мысалы, жақсы, оны менде қазақтың ұғымында көпті біз жаман дейміз. Жаман дейді. Жаман дейді. Жаман деген не? Көптің бірі. Қазақта көп дейді ғой. Жаман деген көп деген сөз қазақта. Жаман дейді ғой. Көптің бірі дейді. Қойшы соны. Көптің бірі дейді. Жаман ол. Ал енді сол көп қалай өзінің бойында зиялылық жоқ қой. Көптің бойында ақыл жоқ. Енді оған ақыл керек қой. Іштегі қуыс бостықты қалай толтырады дегенде, сол жақсыларды жеп күн көреді екен. Сонда қазақта сөз бар. Қараңыздар қалай дейді. Содан бір энергия, содан бір ләззат алады. Иә, бұл вампирлік. Сонда қазақ айтады. Аналар енді нұр деп айтайықшы. Содан анау нұр, ана нұрды жаңағыдай тістеу арқылы энергия ала ма? Жеу арқылы. Сонда қазақта сөз бар. Өлі тірінің азығы дейді. Өлі. Яғни бізде өзі аруақтар бөлінеді ғой. Өлі аруақ, тірі аруақ. Ана жерде аруақ деген сөз тұсқа отырды. Бізде көбінесе материалистік көзқараспен айтады, ол өлі қалай азық болады деген сияқты. Бұл жерде жаңағы біз оны анықтап кетуіміз керек. Қазақта өзі аруақтың екі түрі бар. Өлі аруақ, тірі аруақ. Біз мысалы сіз екеуміз тірі аруақпыз. Абай атамыз, Шәкәрім атамыз, Мәшһүр атамыз, Ясауи бабамыз, Майлықожа, Бұхар жырау, бұлардың бәрі өлі аруақтар. Бізге азық болып отқан жоқ па қазір? Иә. Рухани азық болып отыр ғой. Иә, соны айтып отыр ғой. Сонда қазақ айтады, өлі тірінің азығы дейді. Жақсы жаманның азығы дейді. Уайым шайтанның азығы дейді. Көрдіңіз бе? Сондан біз жалпы ол руханият айдынында еркін жүзу үшін біз сол осы нелерді білуіміз керек. Формулаларды, анықтамаларды, түсініктерді, ұғымдарды білуіміз керек. Көп деген кім? Қолмен қалай жұмыс істеу керек? Енді көпті жоққа шығаруға болмайды. Неге? Өйткені көптің ішінде көк иттер де бар, көп иттер де бар. Оны білуіміз керек. Соның ішінде көп деген кезде біз ажырата білуіміз керек. Біз мысалға мен саясаттануды оқыған маман ретінде жалпы көптің психологиясын тану үшін біз Гюстав Le Bonның «Психология масс, психология народ» деген кітабын оқыдық та. Енді бірақ шындап келген кезде бізде жаңағындай көпті тану туралы өзіміздің қазақ даласындағы жыр дастандарды бүйтіп тәсіпсірлеп ашып беретін бізде оқулық жоқ. Иә. Шындап келген кезде. Ешкім жазбаған. Бірақ бабаларымыз айтып кеткен. Бір ауыз сөзбен, мысалы Гюстав Le Bonның сондай бір кітабын бір ауыз сөзбен ақ түсіндіріп беріпті. Иә. Сіз ашықтап отырсыз да, мысалға да, бір қызық бір не парадокс та. Біз сырттан іздеп жатырмыз білімді, бірақ өзімізде тұр. Иә. Бұл жалпы негізі қалай айтсақ болады, бұл мемлекеттік деңгейде жасалу керек дүние ма, әлде сіз секілді жаңағыдай еркін ойшыл адамдар жаңғырту керек пе осы мәселені? Бұл жалпы қоғамды сауықтыруымыз керек қой біз. Мысалы, қоғамды сауықтыру үшін сен қоғамның тетіктерін білуің керек. Мысалы, қоғам кімдерден тұрады? Көптен тұрады. Көптің ішінде көк иттер бар, көп ит, олармен қалай жұмыс істеу керек? Сонда ғана сен қоғамды сауықтыруға мүмкіндік аласың. Егер сен жаңағы тисе терекке тимесе бұтаққа деп ұра беретін болсаң, онда мысалы біз айтады ғой, көпті жоққа шығарамыз біз көбінесе. Бәрі тобыр дейміз, көптің бәрін. Ол қате көзқарас, көрдіңіз бе? Сонда айтады, бұл Гегельде бар ғой, Фейербахта бар ма? Легендегі суды төгем деп, ішіндегі баланы қоса лақтырып жіберме дейді сөз. Сол сияқты болып тұрмыз да біз қазір. Бізде айтады, мен көпті жек көремін дейтін адамдар бар. Көпті жек көруге болмайды. Не өйткені Абай әдейі ескертіп отыр. Көптің бәрін көп деме дейді. Көп те бөлек дейді. Бөлек деген не? Дифферент деп отыр.
Көптің бәрін көп деме деген жаман деме деп тұр ғой. Жоқ, көптің бәрі жоқ, оны different деген ұғым бар ғой қазақ Иә. ағылшын тілінде. Айырмасы бар деп тұр. Көп деген ұғымды сен жіліктеп бөлшектеп қабылдай деп отыр. Сен оны Классификация жаса деп тұр оны ғой. қабылдай салма дейді. Көп деген жаңағы қолыңды бір ақ сілтей салма дейді, көп деген сондай екен. Санас деп тұр ғой, иә. Жоқ, көпті сен дифференциалға бөл деп тұр. Ажырат деп тұр. Иә, Ажырат. сол санасып, оның ішінде Жоқ, ажырата біл деп тұр. ажырата біл. Мысалы, көп деген ұғым бар ғой, енді оны ажырат деп тұр, көрдіңіз ба? Енді көп деген ұғым бар. Мысалы, сен руда бар ғой, руда көп қой. Енді руданың ішінде мыс да бар, қалайы да бар, алтын да бар. Сен оны ажыратып алған кезде ғана сен алтынын ала аласың. Енді сен руданың бәрі жаман деп лақтырып жүрсең, онда алтынды да лақтырып жүресің сен, сөз. Енді осы көптен айтылған әңгіменің қайсы дұрыс, қайсы бұрыстығын біз Абайдың көзімен қарасақ қалай талдаймыз? Абай айтады сонда, көрдіңіз ба? Көпте ақыл жоқ дейді. Көрдіңіз ба? Ол общий массаны айтып тұр. Жалпы. Көпте ақыл. Сонда дейді, ебін тап та жөнге сал дейді. Сонда ебін, оның көптің ебін кім табады дегенде жаңа көк иттер табады. Интеллекттер. Иә, дара тұлғалар. Оны Абай ақылды дейді. Ақылды. Абай мысалы бізге қазір адам қандай болу керек дегенде Абай айтады, бізге ақылды адамдар керек дейді. Енді қараңыздаршы енді. Бұл жерде көп пен дара адамның арасын, көк ит пен көп иттің арасын ажыратып тұрған нәрсе ақыл. Көпте ақыл жоқ. Мысалы сен неге шықтың ғой демонстрацияға? Көп қой ол. Мысалы біреу витринаға тас лақтырды. Ерет артынан. Сенде ой жоқ уже. Солай істеу керек екен. Массовый психоз дейді. Сен кетесің ана ішінде. Соның ішімен кетесің. Көппен көрген лекпен кеттің ғой. дүрмек жаңағы. Лек сөз, сен ақыл қалмайды сенде. Ана стадионда да мысалға бір пассивный адам мінез құлқы орнықты адамның өзі барған кезде ана көп тұрып бірден балет етіп орнынан көтерілген кезде қалай тұрғанын білмей қалады ғой. Сондан Абай айтады, жүректі адам деген кім дейді? Жүректі адам дейді ғой. Жүректі адам, ақылды адам негізі екеуі тең ұғым Абайда. Ақыл жүректе болады ғой негізінен. Сонда Абай айтады, жүректі адам деген кім дейді? Жүректі адам деген дейді ол адасқан көптің соңынан итше ере бермей дейді. Адасқан көптің соңынан итше ере бермей, атының басын бұрып алуға жараған адамды біз жүректі адам дейміз дейді. Осы жерде бір дүние жалпы енді көпшілікке түсінікті болар, бәлкім бірақ ашып кететін мәселе. Адам енді жаңағыдай көппен жұмыс істеген кезде, жалпы қоғаммен жұмыс істеген кезде де сол қоғамды дұрыс бағытқа тәрбиелейін деген ниетімен болады ғой, енді дұрыс ниетті адам болса. Бірақ бір қоғамның жаңа көп ит деп айттыңыз ғой, енді көпшілік ит деп айттыңыз. Осы жерде бір жаңа тәрбиелеуші рөлді атқарушы адам деп айтайықшы. Көпке жол көрсетуші, жол сілтеуші, көпке қызмет етуші деп айтайықшы. Сол қызмет еткісі келіп тұрған адам бір екіжүзділік танытқан сияқты болып қалмай ма? Жоқ. Бір менсінбеушілік танытқан сияқты болып. Ол өзі былай. Кез келген құбылысты меңгеру үшін сен оның атын атап түсін түстеуің керек. Тану керексің ғой, тануың керексің. Қоғам тану деген бар ғой. Сен мысалы социуммен жұмыс істеу үшін сен социумның табиғатын білуің керек. Сонда сен шеберге айналасың. Сонда сен қоғамды қалай түзету керек. Мысалы бұрынғы кезде оңай болатын. Неге? Өйткені бұрынғы кезде бір ауыл ғой, ауыл деген 10-12 адам, 12 үй, бір 12 түтіндік, соны бір адам басқаратын. Ана көп қой енді. Соның бәрі жаңағы бір адамға кеп аузына қарайтын. Ақсақал, немесе байеке, не істейміз? Сол кісі сол социумды басқарып, жатқызып өргізіп отыратын сөз. Негізі, Гассеттің «Восстание масс» деген еңбегі бар ғой. Ол Гассет айтады, бұрын негізі Европада театрлар кішкентай еді дейді. Неге? Өйткені онда қалаларда кісі аз болатын дейді. Неге? Өйткені көп өзінің орнында, жаңағы элита өз орнында болатын бұрын дейді. Кейіннен дейді, не басталды ғой? Өнеркәсіптік революция басталған кезде дейді, көп дейді, ауылдардағы өзінің орнында жүрген көп қалаларға ағылды дейді. Сөйтіп
театрларға сыймай қалды дейді. Кейін сол көптен дейді қорғану үшін дейді мемлекет дейді мемлекеттік аппаратты ойлап тапты дейді. Жаңа полиция, әскер, осының бәрі негіз дейді. Анау зиялы қауым дейді, зиялылар көптен қорғану үшін ойлап тапты дейді. Жаңағы полицияны, милицияны, жаңағы көрдіңіз ба? Өйткені олар өзінің несін диктовать ете бастады дейді. Масса өзінің несін диктовать ете бастады дейді. Қалауларын дейді. Шынымен дейді, бұрын дейді қоғамда көп өз орындатын, азшылық өз орындатын дейді. Жаңағы көп ит пен көк иттер өз орында болатын бұрын дейді. Қоғамды басқару оңай еді дейді. Енді қазір дейді көп ит дейді, көк иттің орнына претендовать ете бастады дейді. Демократия деген қағидаттың да несі астары осы емес пе? Иә. Сонда ал енді қазақта былай дейді. Қазақта мысалы адам деген ұғым бар. Адам деп қазақта көпті адам деп айтпайды қазақта. Адам деп кімді айтады? Адам деп сөз үстінетін адамды айтады. Сөз үстінетін. Сонда Бұхаржау айтады енді социология деген ұғым бар ғой, сіз социологияны оқыған шығарсыз, өзіңіз социологсыз ғой. Бұхаржау айтады. Ауылда адам бар болса дейді, ауыл ала болмайды дейді. Адам бар ма деп сұрайтын содан ғой. Сонда адам дегеніміз не? Ол жаңа көк ит. Сөз қадір, өзінің болмысын жарқыратып аша білген адам, соны адам дейді екен, түсінесіз бе? Ал қалғандары олар сол жаңағы адамға бағынады. Сөйтіп өзінің адамшылығын сақтайды. Абай да айтып отыр. Көпте ақыл жоқ дейді. Ебін тап та жөнге сал дейді. Жаңа адам деген сонда тектілік қой бұл жерде, иә? Өзі қараңыздар, Алла тағала әрден басқа Алла тағала бізді өзіне уәкіл қылып жаратты дейді. Уәкіл қылып жаратты дейді. Сөйтіп өзінің 8 суббота сипатын, 99 көркем есім дейді, бәрін бізге әуелден дейді зәррә қылып берді дейді, Абай айтады. Таныстырды ғой, жалпы адамның бойына жаратқан. Сөйтіп әуелден жаратқан. Яғни құдайлық сипат бар біздің бойымызда. 8 суббота сипат пен 99 көркем. Бірақ айырмашылығы Алла тағалада олар кәмелат азамат дейді. Яғни шектеуліміз. Бізде зәррәде шектеулі, өзіміз бойымызға лайықты. Сонда сол өзінің бойына құдайшылық сипаттарын дамытып жарқырата аша білген адамды ғана біз адам деуіміз керек негізінен. Көрдіңіз бе? Бұл тектілікпен келе ме әлде тәрбиемен келе ме? Бұл жерде бәрі бар ішінде. Хауас салим һәм тән саулық тектілікпен келеді. Одан кейін тәрбие жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаз. Бұл уже социум. Бірақ екі себебі туысынан, тектіліктен. Жаңағы хауас салим, яғни толық сезім, адамның сыртқы бес сезімі, ішкі бес сезімі, сосын тән саулық, бұлар туысынан дейді, тектіліктен. Туысынан болады екен, от рождения дейді, от туысынан. Содан қалғандар дейді, жақсы ата, жақсы ана, текті, сосын жақсы ұстаз, жақсы құрбы дейді. Сонда үшеу ғой өзі барлығы. Сонда Абай айтады, баланы ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған үшеуінен дейді. Оны біз түсіне алмай жүрміз әлі. Ол не үшеу ол? Абай ашық айтып отыр. Біріншісі хауас салим. Ашайықшы осы нәрсені. Хауас салим. Хауас деген сезім ғой. Салим толық. Яғни бала туғанда, сонда бұрын қазақтың аталарымыз атқа мініп неге текті жерден келіңіз деген. Неге? Өйткені тектіден текті туады ғой, көрдіңіз бе? Сол хауас, көкірек көзі ашық әйел затынан көкірек көзі ашық бала туады. Сол хауас салим деп отқан сол. Туғанда мына жері жан сарай ашылып туған баланы біз хауас салим дейміз. Сосын 12 мүшесі сау болып туу керек. Баланың тәрбиесі ананы таңдаудан басталады. Содан басталады. Тектілік. Мен ылғи айтам ғой, бірақ негізінен бұдан біз жалықпауымыз керек. Неге? Өйткені бұл классикалық ұғымдар ғой. Сонда Ақтанбер айтады ғой, елден елді аралап, тектіден текті саралап, бегілердің қызын айттырсам, нұсқасын байқап шамалап. Сынға толса сияғы. Әлбет, сынға толса сияғы дейді. Сонда қарасаңыздар, ол жалпы текті әйел қандай болу керек деген параметр, оның нелерін айтып отыр да, сипаттарын. Параметр, сонда айтып отыр ғой. Сынға толса сияғы, түсінесіз бе? Сынға толса сияғы. Сияғы дегеніміз жаңағы, адам сияғы жоқ дейміз ғой біз.
Иә. сонда сияқ деген сол не екен ғой, мынау адамның 12 мүшесі, Амандығы ма? 12 мүшесінің Саулығы сау ма? болуы. Сау Сынға болу. болса сияғы дейді. Сияқ деген соны 12 физикалық саулық. Аха. Сосын Сосын тағы неге мән бересіз? нұсқасын байқап шамалап. Нұсқа деген тектілік. Шығу тегі ғой, Нұсқасы. Түп нұсқа дейміз ғой. Нұсқа дейміз, аха. Сонда үш нені айтады сонда. Сынға толса сияғы. Нұсқасын байқап шамалап. Әлбеті шамның шырағы дейді. Сонда әлбеті фейс, бет әлбеті жарқырап тұру керек дейді. Ол қайдан келеді? Ол иман нұрынан келеді. Айтады ғой, бетінен иман нұры тамып тұр дейді. Негізі иманды әйел затын бетінен иман төгіліп тұру керек қой. Бұл күнде бұл өте сирек, мүлдем жоқ деуге болады. Иман, бетінен иманы тамып тұрған әйел затын біз қазір кездестірмейміз фактически. Жоқ болса оны қалай жасаймыз енді? Вот, ол жерде жаңағы сол иманды, бетінен нұры, әлбеті шамның шырағы дейді. Соны бетінен шамның шырағы сияқты жанып тұрған әйелдер негізінен бұрын болған дейді. Сонда айтып отыр ғой, әйел таңдағанда жаңағы тектілік деді ғой сонда. Елден елді аралап, тектіден текті саралап, бегілердің қызын айттырсам, нұсқасын байқап шамалап. Нұсқа деген тектілігін айтып отыр. Сынға толса сияғы, әлбеті шамның шырағы, мұхиттан сүзіп шығарған қымбатты гауһар бағасы дейді. Сіз ойлаңыз, сонда сол жаңағы бұл көк иттер тәрбиелеудің жолын көрсетіп отыр қақтан берді. Яғни абай мысалы көк ит қой. Шәкәрім, мәшһүр көк иттер. Сонда бізге демократиялық ұғым жат па сонда? Жоқ. Демократия дегеніміз өзі біздің қазақтың өз даласы әскери демократиядан. Біз өзі аристократиялық әскери демократиядан тұрамыз ғой. Енді демократияның бір қағидаттарының бірі кез келген шаруа адам президент болады деген түсінік қой енді. Мына түсініңіз, қараңыз енді. Біз енді демос туралы біздің түсінігіміз біздің неміз ғой. Иә. Түсінігіміз таяз болып тұр ғой. Негізін демос деп кімді айтқан? Демос деп гректің 7 музасы бар өзі. Философия, поэзия, сол 7 музаны меңгерген адамдарға демос деп атаған. Демос, сөз бе? Бізге неге басқаша дәріптеп жатыр? Ал енді мынау осы 7 музаны игермеген тобырды Охлос деген. Охлос. Охлократия дегеніміз тобырдың билігі. Сондан демостың билігі мен тобырдың билігін ажырата білуіміз керек біз. Егер сенің жаңағы халқыңды сен Охлос деңгейіне түрсең, тобыр деңгейіне, олар жаңағыдай бүгін сені бақтайды, ертең даттап, ертең сенің жаңағы портретіңе саритын болады. Көрдіңіздер ғой? Ана шығыста болған оқиғаларды. Өзімізде-ақ болып жатыр ғой. Алғашқы президент қандай ақ масқаралық келекеш деп жатыр. Охлос, сөз бе? Охлократия дейді. Алысқа кетпей-ақ қояйық. Содан демос дегеніміз, ол көз ашық, көкірегі ояу, 7 музаны меңгерген адамды ғана демос дейді екен. Сонда біз демократияға жету үшін сенің халқың, бұл ақиқи анықтамасы ғой. Шынайы анықтамасы. Бірақ бізге батыс демократияны басқаша дәріптеп, басқаша көрсетіп жатыр ғой. Шындап келген кезде. Шындап келгенде, біз осыларды ажырата білуіміз керек. Көрді ме? Сонда жаңағы демос деген ел ғой. Қазақша айтқанда ел. Елдің тілегі, елдің қалауы дейміз ғой. Соны гректер демос деп елді айтқан. Ал тобырды Охлос деген. Құнанбай нағыз демократ адам болып тұр ғой. Демократ болып тұр. Елдің қамын ойлаған адам сол демократ болады. Демократия дегеніміз елдің билігі. Ал сонда жаңағы адам деп отырғам сол елдің билігін жүзеге асырушы, елдің қалауын тапқан. Мысалы елдік жолында, мысалы айтады ғой, мен Күлтегін жырында, мен дейді халқымды ел қылу үшін дейді, күндіз отырмадым, түнде ұйықтамадым, қара терімді сықтым, қызыл қанымды төктім дейді. Сөз бе? Бабаларымыз. Уайым. Жоқ, қарекет. Елшілдік қой, елдің уайымы. Айтып отыр ғой, сол мен дейді, менің бабам дейді, елсіреген халықты ел қылды дейді. Халық өзі елсіреп тұрады үнемі. Өзі елсіру деген елді сұрап тұрғады ғой. Қалап тұрады. Иә. Мысалы
қатын сұрау деген ұғым бар. Қатын өлген адам Елсіреп қалыпсың ғой деген ұғым бар ғой қазақта. иә, Аха. қатын сұрау деген бар. Қатын сұрау деген қатын өлген еркек қатын сұрайды, аңсайды қатынды. Сол қатын сұрап тұр дейді. Көрдіңіз ба? Әдейі айтып отыр, түсінікті болу үшін. Сол сияқты мәңгі біздің өзі кез келген этностың бойында елсіреу сезімі бар. Біз үнемі ел болуды аңсап тұрамыз. Неге? Бұл біздің мұратымыз ел болу. Бұл бізді Құдай жаратқан мұратымыз. Көрдіңіз ба? Сондан сол елдік жолда сол халықтың елдік қалауын таба білген тұлғалар елдің есінде мәңгіге қалады. Абылай хан, мысалы, Хақназар, елдік жолында олар аянбады ғой. Малым жаным садаға, жаным арым садаға істеді. Құнанбай елдік жолында мысалы айтып отыр ғой. Тобықтыны ел қылып дейді, Меккеде жаққан шырақты. Сонда ол Құнанбай енді бүкіл қазаққа күші жетпеді ғой. Бірақ өзінің сол тобықтыны ел қылып кетті. Қазір мысалы тобықтың мысалы өздері сондай саналар өте биік. Неге? Өйткені Құнанбайдай азаматтар еңбек қылды сол ел қылу үшін. Соның нәтижесінде Абай дүниеге келді. Елдік мұратты ол Абай неге елшіл? Өйткені атаның күші ғой, ананың сүтімен сіңді бойына елдік. А егер ол Құнанбай жаңағы басқамын ойлайтын жаңағы болса, көп ит болса, Абайды солай қылып тәрбиелеуші еді ғой, өзіне ұқсатып. Ел болам десең бесігің түзе дейді. Яғни ол елшіл адамдар жаңа сіз айтып отқан ол әуел бастан табиғатынан бөлек тәрбиемен бірге Қанмен сіңген. Қанмен келеді, иә. бірақ кейіннен ол аздық етеді. Енді ары қарай жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаз болу керек. Біз қазір қоғамда сондай адамдар дайындап жатырмыз ба? Оны айта алмаймын мен. Неге? Өйткені ана жолда айттым ғой мен, негізі біздің қазіргі кезде қоғамның көкейін тескен ақша ғой. Біздің қоғамның көкейін тескен ол ел болу емес. Өйткені біз сөйтіп тәрбиеледік қоғамды. Біз емес, жалпы бүкіл адамзатқа сол нәрсені дәріптеп тұр ғой. Иә, ақша бірінші орында тұр. Жаңағы капиталистердің жасап жатқан дүниесі ғой. Шын мәнінде өзі сен елдік қасиетті ұстансаң, ақша өзі келеді саған. Көрдіңіз бе? Мысалы, кім деген жаңағы бағана ғана тыңдадым, Ошо деген бар ғой, Ошо. Дүниеде өзі, малды өзі, егер білім сүйсең. Ошо деген бар ғой, Ошо. Ол Америкаға барып бір не сатып алып. Эзотерик қой. Иә, бір қалаш сатып алып, сол жерде жаңағы адам болудың жолын уағыздай бастаған ғой. Сондай жасаған ба? Иә, содан қала өсе бастаған ғой. Анау дүниеден жаңағы дүние қырыстықтан әбден қажыған байлар Американың жаңағы Rolls-Royce деген машиналарын 200-300 үйіліп қойған ана жерде сыйға тартады деген ана кісіге. Ана жан дүниесін тазартып береді екен ана жаңағы байлардың. Ошо. Түсі? Соған сонда қарасаңыз, сол Ошоға керегі жоқ қой сол мысалы Rolls-Royce мысалы ең қымбат машина өзін сол қаланың маңайында жаңа автопарк пайда болған ғой. Оны қайтеді ол, Ошо оны қайтеді ол. Көрдіңіз бе? Неге? Өйткені ол, сендер адам болыңдар. Ол дүниенің ол малмен өлшенбейді. Тазалық сақтап қалыңдар деп жаңағы өзінің көк ит қылып тәрбиелейді ғой адамдарды. Сонда ана қарасаңыздар, енді бұл бір ғана мысал. Мысалы қазір сол сияқты адам егер өзі ғылым жолына түсіп, өзі ақша қайдан келеді дейді, ақша дейді ол сенімнен келеді дейді. Мысалы адамдар саған сенсе, сенім, содан кейін алғыс, адамдардың сен не болсаң, адамдардың алғысын алсаң, және адамдардың махаббатына ие болсаң, ақша өзі келеді саған. Бізде кімде-кім ақша табам деп шықса, ешқашан ақшаны түбіне жете алмайды. Толтыра алмайды ғой, тапса да жаңа ішіндегі ол ақша құштарын кімге қандыра келеді? алмайды. Ақша елдіктің жолына қызмет еткен адамға келеді. Сен қанша энергия бересің, сонша ақша келеді саған. Кез келген адам ақымақ емес мысалы.
сонда өзінің товарын тықпалайтындарды халық неге жек көреді? Өйткені олар энергия беріп тұрған жоқ қой. Ол сенің ақша алғысы келіп тұр, энергия беріп тұрған жоқ. Бірінші энергия беру керек. Яғни сен бір халықтың сені не болу керек? Алғысын алу керек. Сосын махаббатына ие болсаң, дүние саған өзі келеді, сөзсіз бе? Халық өзі энергия алғаннан кейін, сол энергияны өтем ретінде саған ақша береді. Ақша да энергия. Бірақ сен қарыздар болып тұрады ғой ішкі дүниесі. Иә, баланс болу. Тепе-теңдік, сөзсіз бе? Сонда сен ақшаны ойламауың керек. Сен қалай халыққа жағам? Қалай халықтың бір қажетін өтеймін? Енді сіз айтпақшы, жаңа іште ит дедіңіз ғой, жаңа нәпсі ғой, енді былайша айтқан кезде ол нәпсі үнемі қазір тем более әлеуметтік желілерде түрлі нәрселер дәріптеліп жатыр. Бұл нағыз нәпсінің дәуірі десек те болады ғой. Нәпсінің салтанат құрған заманы қазір, шарқырап тұрған. Сол енді осы заманда нәпсі өзі қорқақ келеді ғой енді табиғатынан. Шарықтап тұр, ертеңіне уайымдап деген сияқты. Осы жерде енді адам өзін қалай үнемі ұстап отыру керек деп ойлайсыз? Қалай? Енді негізінен 3 сұрақ қой. Негізі үлгі. Негізі бар ғой, мен сізге айтайын. Нұрислам, үлгі керек. Мысалы, біреулер айтады да, сіз неге Абайды айта бересіз, Шәкәрімді айта бересіз, Мәшһүрді айта бересіз, Майлықожаны айтасыз дейтін. Бұхар жолы өзіңіз сөзіңіз жоқ па дейді. Осы кезде біз жалпы сөз өнерінің қағидасын бұзып отырмыз өрескел. Негізі сөйлеу үшін не керек? Үлгі керек. Үлгі. Бұхар жол айтады. Мақтасыз бөз болмайды дейді. Бөзді білесің екен? Мата ма? Бөз деген марлы. Марлы. Ең арзан. Бірақ сол өзі мақтадан шығады екен. Сонда қазақ айтады. Бұхар жол айтып отыр ғой. Мақтасыз бөз болмайды, үлгісіз сөз болмайды. Сөз бе? Яғни сен Абайды оқымасаң, сөз болмайды. Сен өсек айтасың. Қазір адамдар неге өсек айтады? Өйткені Абайды оқымайды. Үлгі жоқ. Абай айтады ғой, жастайынан үлгісіз шіркін дейді. Әсет деген басқа әсет әнші әсет емес, басқа сол әсет деген бір кісі жігіт болған екен, соған шығар. Үлгісіз шіркін дейді. Абай сөгіп отыр. Неге үлгі көрінбеген дейді, сөз. Сондан сөйлеу үшін үлгі керек. Бет алды, аузым өзімді екен деп сөйлеуге беруге болмайды. Орға жығыласың, адасып кетесің. Сонда Бұхар жау айтып отыр. Жалпы қалай сөйлеу керектігін сонда Бұхар жау айтады. Мақтасыз бөз болмайды, үлгісіз сөз болмайды. Алтындай сөзіңнің қадіріне жетіп түсінетін адам кез болмайды дейді. Кез болмайды дейді. Кез болмайды дейсіз. Сонда айтады. Үшіншісін ашықтайықшы. Сонда сөзіңнің қадірін түсінетін кез болмайды деп тұр ма? Бұхар жау 18-ші ғасырда сөз түсінетін адамға ділгір болып отыр. Ділгір деген білесің бе? Тапшы. Ділгір дегеніміз мұқтаж болып. Жар болып. Мұқтаж. Сол 18-ші ғасырда сөз түсінетін адамға шіркін-ай, менің сөзім түсінетін адамды аңсап отыр. 18-ші ғасырда айтшы. 18-ші ғасырда. Шөлдегі адам су аңсайды ғой? Сол сияқты. Алтындай сөзінің қадіріне жетіп түсінетін адам кез болмайды дейді. Сол деді, алтындай сөз түсінетін адам кез болса дейді, енді қараңыздар. Айтылмай қалмайтын шын сөз болмайды дейді. Сөз түсінетін адам кез болса, айтылмай қалмайтын шын сөз болмайды дейді. Сонда қазір кезде неге подкасттарда әңгіме жеңіл, өйткені отбасы, ошақ қасы. Анау айтушының сөзін түсінетін адам кез болмай отыр ғой. Көрдіңіз бе? Қараңызшы қандай әңгімелер айтып отыр. Мақтасыз бөз болмайды, үлгісіз сөз болмайды. Сөз түсінетін адам кез болса, айтылмай қалмайтын шын сөз болмайды дейді. Айтылмай қалмайтын сөз болмайды екен. Көрдіңіз бе? Егер тыңдаушы құлақ болса. Иә. Көрдіңіз бе? Алтындай сөзінің қадіріне жетіп түсінетін адам кез болмайды дейді. Көрдіңіз бе? Яғни сіз бүкіл нәрсе анықтама беріп тұр ғой ашықтан. Иә, міне, сонда қазір кезде біз неге бізде қазақ қоғамында зиялылық қасиет кеміп кетті? Өйткені сол алтындай сөзінің қадіріне жетіп түсінетін адам кез болмай тұр ғой, біз көрдіңіз.
сонда білгенге маржан дейді. Сен мысалы түсін ғой, сен сөз түсіндің бе? Маржан сен алтын алып жатсың, маржан алтын алып жатыр. Сен адамға риза боласың, сөз. А білмеске арзан дейді. Сон білген адам маржан алып жатырмын деп ойлайды, білмейтін адам мынау не мылжыңдап отыр дейді. Енді мылжың ғой дейді. Неге? Өйткені ол айтады ғой. Оған эмоция керек. Жоқ, ол түсінбейді ана сөзді. Оған жоқ, эмоция қызығырақ қой. Сөздің қадірін түсінбейді, сөзі. Сөздің сырын, ішкі сырын түсінбеген адамға анау арзан болып тұр ғой, сөзің арзан, сөз. Сонда не мылжыңдап отыр дейді, сөз. Сөйтіп, ал енді сөз қадірі өз қадірің. Сонда адамның болмысының ашылуы, қаншалықты сен сөзді түсінесің, сөзін бойлайсың, хикметіне, соншалықты болмысың ашыла береді. Сол кезде сен ит болмайсың, көрдіңіз бе? Жаңағыдай арс-арс етіп, жаңағыдай жем үшін қырқысып, әр адам шаужайынан алып, етегінен алып, сөзсіз бе? Жаңағы сен дүниенің сыр ашылады сен үшін, сөз түсінген кезде. Көрдіңіз бе? Дүниенің сыр ашылған кезде сен адамдыққа қарай бет аласың. Сонда Абай айтады ғой, сонда ғана дейді, Алланы танымақтық дейді. Алланы танисың, өзіңді танисың, және дүниені танисың. Сол осы үш нәрсені таныған кезде ғана дейді, сонда ғана оны атадан болады сөз. Үлкен мағынасында, шын мағынасында Алла тағала бізді осы үш нәрсені тану үшін жаратқан. Өзін тану үшін. Алланы танисың, Алланы тану үшін өзін тану керек, өзін таныған адам дүниені тани, сөз. Сіз ойлаңыз, үш таным, осы үш тануынан адам Абайда сонда ғана оның атадан болады дейді. Ал оның әр жағында, оның бәрінің бастауы бұлағында ғылымға деген махаббат жатыр. Неге? Өйткені жаңа үш таным жүзеге асу үшін, біз адам болу үшін біз ғылымға деген махаббат керек. Сол ғылымға деген махаббат арқылы біз Алланы танимыз. Алланы 99 көрік емесін танимыз. Жан құмары білсем деген. Сегіз суббуте сипатын танимыз, бар екендігін. Аллаға ғашық боламыз. Танығаннан кейін ғашық боламыз. Енді соны Аллаға ұқсауға тырысамыз да өзіміз танимыз. Өзін таныған адам дүниені таниды. Ғылым арқылы. Сонда ғана біз адам болады екенбіз. Болмаса жоқ дейді. Абай айтады. Сонда біз адамбыз деп көпіріп жүргеніміз негізі бекер нәрсе. Біз әлі адам болған жоқпыз ғой. Біз жаңа тіршілік иесіміз. Ана жол тағы айтылып айтады. Сонда Бұхар жау айтады. Ауылда адам бар болса дейді, ауыл ала болмайды дейді. Неге? Адам деген кемел адам. Сол Алла тағаланың уәкілі. Сол ауылды уысында ұстайды. Өргізеді, жусатады, жатқызады. Бәрі тыңдайды, аузына қарап отыр. Болды. Құранда айтады ғой, білімділер мен білмейтіндердің айырмасы жер мен көктей дейді. Сонда сендер білгендердің аузына қараңдар дейді. Білгендерді тыңдаңдар дейді. Сонда қазақ қоғам моделі қандай? Бір ауылды бір адам ғана басқарған. Сонда Бұхар ауылда адам бар болса, ауыл ала болмайды дейді. Мынау сопылық дүниетанымдағы пірдің ұғымы осы ма? Жоқ, пір деген ол ұстаз. Рухани ұстаз. Ұстаз ол адам болу жолын үйретеді. Сол бір ауылда сол бір пірлер болған ғой. Болған, пір шейх дейді, пір дейді. Мысалы сол қарасаңыздар, мысалы Исабек Ишан деген кісі болған, Баянауылда жатыр, неде, Ақкөлде жатыр, Ақкөл жайылмада жатыр, Исабек Ишан. Көп қой, бізде қазақ даласында өте көп ишандар болған. Сол қарасаңыздар, сол мәшһүрді тәрбиелеген ғой. Мәшһүрдің ұстазы ма? Мәшһүрдің ұстазы Исабек Ишан. Ол анау Қаныш Сәтбаевтың аталарын тәрбиелеген ғой. Содан қаныш шығып тұр. Қаныш шығып тұр ғой содан. Жаңағы сен кітапты оқысаңыз, отбасы хрестоматия шығып жатқан. Санжардың ба? Қаныш және ғылыми майдан. Осы сен өзің ойласаңыз, сонда сол рухани ұстаздардың рухани источник қайнардан ғой шығып отқаны. 40 академик шықты бір ауданнан. Көрдіңіз бе? Неге? Өйткені ар жағында сол Исабек Ишан жатыр. Тағы да басқа ишандар. Сонда мәшһүр айтады ғой, Баянауылда диуана көп дейді.
диона деген жаңағы сол шәкірттер ғой, диона көп дейді. Сондан диуана біз қайыршы деп кеткенбіз, бірақ шын мәнісінде негізі мағынасы басқа ғой. Шәкірт деген сөз. Иә. Сондан олар байымайды дейді. Диона малгер жоқ қой дионаға. Ол жаңағы руханияттың жолын ұстанған. Сонда қазақта мақал бар. Бұқаны малым бар деме, дионаның байым бар деме дейді. Үнемі енді неге ол рухани байланысты. Иә, жолда ғой ол. Сонда мәшһүр айтады, Баянауылда диуана көп. Сіз өзіңізді диуана санамайсыз ба? Қалай ойлайсыз? Болдық қой сол жолда, өттік қой диуаналы жолда. Жүрдік қой. Осы керемет тақырыпқа оралдық аға. Диона деген ол біз жынды емес, ол диона дегеніміз рухани ізденіс жолындағы пірдің шәкірті. Ол жібереді, біраз оқытады да жібереді елдің арасына. Елді түзеді дейді ғой. Өзін түзеді, өзін. Оған ақша да керегі жоқ, мал да керегі жоқ, иттен керегі жоқ. Тек қана жаңағы адамшылықты уағыздайды. Өзі үлгі болады диона. Керемет. Жаңа сөзге айттыңыз, енді дінге оралдыңыз. Жалпы бір мәселемен бөлісіп кетсем деп едім. Сіз айтып отқан кезде ойыма келіп жатыр да. Жалпы бір ауыз сөз негізі адамның өмірін өзгертеді ғой. Өзгертеді. Менде бір сондай жағдай болған, пайғамбарымыздың өсиетінен жалпы дінді мүлдем басқа қырынан таныдым да. Осында кешкілік бір уақытта жаңа тыңдап жаттым да, сонда осында біз белгілі бір уағызшы кісінің бірі пайғамбардың сол хадисін айтты, өсиеті ғой енді. Сонда пайғамбарымыздың сол өсиетінде былай айтып жатыр екен пайғамбарымыз: менің бір діндегі бір бауырымның қасында жүріп, күні бойы қажетінде өтелуіне жарауым дейді, мына мешітте отырып дейді, 40 күн бойы, бір риуаятта бір ай бойы ихтикафта дейді. Ихтикаф деген жекешелену ғой енді. Жекешеленіп құлшылықты ғибадатта отыруымнан қарағанда сүйкімдірек дейді. Қараңызшы, ана жерде енді мына мешітте өзінің отырған мешітін айтып отыр да, ол мешітте оқылған құлшылық ғибадат 1000 есеге көбейтіледі. Одан бөлек жаңағындай жекешеленудің ихтикаф деген бөлек дәреже ғой енді. Соның бәрі енді былайша айтқан кезде рухани тұрғыда санайтын болсақ үлкен сауапты айтып тұр да. Соның қасынан дейді, мына бауырымның қасында жәрдемдесіп жүруім, қасында бір қажетіне жарауым сүйкімдірек дейді. Артық дейді. Осы нәрсені көрген, тыңдаған кезде мен кәдімгі былайша айтқан кезде ана бір үлкен бір неге түстім ше. Дін деген мүлдем басқа нәрсе екен ғой. Діннің негізі өзегі мүлдем басқа тіршілік, басқа ұғым, басқаша, жалпы негізі адамның қажетіне жарауым екен ғой деп түсіндім да. Осы секілді айтайын деген сұрағым, енді сізді бір Абайды оқып отырып, бір сол Абайдың бір сөзі өміріңізде өзгерткен сәт болды ма? Болды. Жаңа Мағжанға айтып келе жатырмын, мен Қарағандыда мұғалім болдым ғой. Мұғалім болғанда сол кезде бір 90-шы жылдар біздің ұстаз болған, мұғалім болған кезіміз өте бір қиын заман болды. Жалақы, тұрмыс тіршілік өте сондай не болып кетті жаңағыдай. Өте қиын заман 90-шы жылдар дейді ғой. Сол кезде мен 92-де бітірдім де, содан мұғалім болдым. Сол 2000-шы жылдарға дейін жалғасты ғой сол. 2000-шы жылдардың бері ғой жағдайым түзеле бастады. Сол кезде мынау харекет деген ұғым бар ғой. Сонда Абайды оқыдым мен, шәкәрімді оқыдым. Өзім мұғалім болдым, аспирантура бітіргем. Яғни білдей бір мұғалім бол. Мысалы жұрттың бәрі мұғалім дегенде бізде болады ғой, мұғалім дейді, мысалы бүйтіп недегі сырт бөрі арықтығын білдірмейді дейді ғой. Сыртқа жүрген қампайды. Мұғалімдер сол ғой өзі. Галстук киіп, костюм киіп жүреді, бірақ өте кедей. Қазір жақсы ғой енді, бұрынғы айтып қалтасы тесік. Жалақының өзін мысалы мардымсыз, оның өзін кешік сөйтіп жүргенде мен ана кімнің Шәкәрімнің өлеңін оқыдым. Шәкәрімдегі мал жимақ деген өлең бар ғой. Соны өте қатты әсер етті маған. Соны Шәкәрім айтады: мақтан үшін мал жима, жан үшін жи, қазаққа көз сүзбестің қам үшін жи. Арың сатпа, терің сат, адалдық ғибадат ар үшін жи дейді. Сосын айтады:
бүйтіп еңбек етсең дәулет дайын. Дәулет байлық қой. Иә. Жаратқан жоқ жатсын деп бір құдайың. Ойласын деп ой берді көруге көз. Аяқ берді тапсын деп басқан сайын дейді. Көрдіңіз бе? Яғни харекет туралы айтып отыр да. Мен кейін осы харекетке қалай келдім мен. Харекеттің айтты ғой. Жүріп тұрып ойланып істеп көрсең, харекеттің білерсің сонда жайын дейді. Сонда харекет деген үлкен ұғым бар. Әрекет деген бар, харекет деген бар. Екеуінің айырмашылығы неде? Әрекет деген мысалы ұры әрекет етеді. Ниеті бұзық қой. Иә, ұры әрекет етеді ғой енді. Негізі әрекет деген сөз өзі бейкүнә сөз өзі. Действие ғой. Иә. Бірақ ұры действует же. Ұры әрекет етеді. Мысалы ұры харекет етеді деп айта алмайсыз ғой. Ал харекет дегеніміз көпшілікке пайдалы жаңа болу. Қызмет қой. Қызмет көпшілікке пайдалы болу. Соны харекет ет, пайдасы көпке тисін деп айтады. Сонда сол заманда сол жаңа бір келе жатсақ, бір бала, кішкентай бала белсетпен артына сары қапшығын жаңағы 4 бұрышты дорбасын артып белсетпен кетіп барады. Мен ойыма келді. Мен мынаны 2000 жылдар істеппін. Осыдан 20-30 жыл бұрын істеппін жаңағы жұмыс істеп. Қалай? Мұғалім болып жүрмін. Жалақы мардымсыз. Содан жаңағы мен бір белсебетім бар, қызыл. Сол кезде қызыл белсебет келді, андай мына отырғышы бар ғой, сиденье. Соның астында пружинасы бар. Қытайдың бір белсебет сатып алдым. Қызыл. Университет сағып бересіз. Университет сағып беремін. Сонда неге барам? Университетке барам белсетпен. Сонда студенттер айтады екен, жаңағы студенттер, мына мұғалім не деген бейшара, қайыршы. Өзі бесетпен жүр, ұят емес пе екен, мұғалім басымен бесетпен жүр. 90 жылдардың аяғы. Түсінесіз бе? Қазір бәрі біледі ғой енді. Мен сол кезде жаңағыдай, енді білмеймін не екен. Мен ойлаймын, не сүйет оның? Бесеттен барам, қойып қоямын. Сосын вахтер айтады маған. Бесетімді қоймаймын жүр, ұят болады дейді. Ректор келе жатыр, ректордың ұят болады дейді. Мен айтамын, неге ұят болады? Алып кет, ұят болады дейді. Содан мен талдардың арасында барып жасырып қоямын. Сөйтіп жүргенде Дидар Амантай деген жігіт білесіз ғой, жазушы. Сол жігіт «Начнем понедельника» деген газеттің бас редакторы болды. Сосын «Азамат» деген газет шықты сол кезде. Сосын тағы қандай газеттер бар? «Түркістан» деген газет бар. Біраз 5-6 газет бар. Сосын сол сөйтіп жүріп, мен жаңағы «Азамат» деген газеттің несі журналист болдым. Мақала жаздым. Сосын ол маған айтты, ол кезде газет өтпейді ғой. Иә. Байланыс, почта қымбаттап кеткен. Осы газеттерді өткізсең қайтеді. Тегін аласың, ақшасы өзің аласың. Астында велосипедіңіз бар. Менің астында велосипед бар. Нағыз почтальон болыпсыз. Иә. Сонда мен Қараған вокзалы бар, теміржол вокзалы. Соның арғаны автовокзал бар. Соның қасында не бар андай? Бутиктер ма? Жоқ, товар келетін жер бар. Склад па? Қойма, сырттан келген товарлар келеді ғой. Бір торап. Иә. Соған барам да. Тупик дейді ғой. Жоқ, тупик емес, товар неден түседі ғой, поездан түседі ғой газеттердің бәрі. Жеткізіледі ана жерде сортировка жасайтын. Сұрыптайтын орталық бар. Соған барам. Мені таныстырып қойған. Хаб дейді ма, сондай дейді оны. Содан жаңағы нені салып аламын? Жаңағы газеттерді рюкзакқа. Ол кезде енді мен 30-дан асып кеткен 2 балам бар. Бала шағам бар. Соны асып аламын да. Сосын бесеппен келем. Ана жерде мост, көпір бар. Бұлай өте алмайсың. Көпірден өтуің керек. Содан бесеп, биік көпір. Бесепті көтеріп шығам. Кішкене жүремді, қайттан түсем. Сөйтіп, жаңа газеттер таратам. Харекет едім кәдімгідей. Сабақ берем. Әр газет таратам. Студенттер алады. Сосын кафедраларға апарам, жаңа газеттерді. Ұялмайым. Орта Қазақстанға апарам, жаңа газетке. Телевидениеға апарам, өзім нелерім бар, апаратын жерлерім. Сөйтіп, мен қалтамда ақша толып жүреді. Сосын 2 балама бар, 2 балама да үйретем. Біреу онда, біреу жеттім сондайда. Екеуіне газет берем, барып өткізіңдер базарға апарып. Сон кіші ұлым бар, Дидар. Ол өткізіп келеді, үлкен ұлым өткізе алмайды. Енді үйі бар. Ортаншылар өзі шустрый болады. Иә, сон оларға да жаңағы ақша табуды үйреттім. Кішкентай кезінен бастап. Сонда Абайдың шәкәрімнің маған сонда мен неге ұялуым керек? Сонда шәкәрім айтты, ындының таза болса именбеңіз дейді. Мен ындының таза ғой. Мен ешкімді ұрлап жатқан жоқ мысалы.
Ал көп не етеді, көп мұғалім дегеніміз бесетпен жүрмеу керек, мұғалім дегеніміз газет сатпау керек. Ұят болды, мұғалімдер омеке ұят емес пе, қойсаңызшы. Мен неге қоямын? Мен ешкімге зиян тигізіп отырмын. Содан менің кафедраға апарған кезде жұрт күтіп отыратын болды. Енді мен ақпарат таратып отырмын, ол кезде әлеуметтік желі жоқ әлі. Еще жақсылап реклама жасайтын шығарсыз. Реклама жасап, ана жаңағы газеттер жаңағы 4-5 бірінің ішінде тұрады. Сонда қарасаңыздар, сол кезде жаңағы айтамын ғой Мағжанға, мен мына баланың жұмысын 2000 жылдары жасаппын ғой деп. Қарекет. Иә, керемет. Сонда айтып отыр, Шәкәрім айтады, жүріп тұрып ойланып істеп көрсең, харекеттің білерсің сонда жайын. Сонда ана біздің кафедраның барлық мұғалімдері жалақы күтіп жүреді. Қашан береді деп, бәрі нервный, қарыз алады, ақша жетпейді. Мен қалтамда ақша толып жүрді, мен ұмытып кетемін. Жаңағы жалақы беретін күн маған актуальды емес. Міне сол Абай Шәкәрім маған сөйтіп әрекет етті. Өйткені Абай айтып отыр ғой, еңбекті сат дейді. Ар сатып не керек дейді. Керемет. Сонда қазір енді былай қарасам, менді біреуге ертегі сияқты болып көрінуі мүмкін, мысалы. Сол кезде мен қазір істей алмаушы едім, мысалы. Мен сол кезде таңғалып, мен қалай андай не болғанмындай ашық, креативті. Жастық қой енді. Иә. Сонда жаңағы Шәкәрімнің өлеңі маған түрткі болды. Мақтан үшін мал жейма. Егер мен ақшам жоқ болса, мен жаным, менің арым сата бастаймын. Пара аламын, мысалы, студенттерден. Студенттерден зажитқа ақша алғаннан гөрі газет сатқан жақсы ғой. Иә, әрине. Сонда Шәкәрім айтады, мақтан үшін мал жейма, жан үшін жей. Жаның сақтап қалу үшін дейді. Малды жинау керек дейді. Осы Шәкәрімнің осы сөздері. Осы маған кәдімгідей. Кейіннен осы харекет кітап қоласты ғой. Кейіннен мен диссертация қорғадым осыдан. Сіз ойлаңызшы. Маған осы мен 2008-де келдім Астанаға, соны келгеннен кейін Дихан Қамзекұлына айттым. Ол кісі айтты, неге қорғамай жүрсің? Осылай. Сосын айтты ол кісі, Дихан Қамзекұл. Ұстазым мен, сол кісі айтты. Мен саған толық еркіндік беремін, өзің ұнайтынды жаз деді. Мен қорғау көмектесемін. Мен өзім жазып шықтым 6 айдың ішінде. Жаңағы Абай Шәкәрім мәшһүр шығармашылығындағы еңбек құндылығын зерделену. Сіздікі нағыз бизнес тақырып екен ғой негізі тақырыбыңыз. Содан жаңағыдай 2010-ның желтоқсанның 26-сында қорғадым. Ең соңғы пойыздың ең соңғы вагонын іліктік. Өйткені 2011-де жабылды жаңа ескі жүйе. Да, PhD басталды ғой. Мен жаңағы филологияның ғылым кандидаты атын қорғадым осы Абайдың осы еңбек тақырыбына. Харекет. Сосын енді кітап шығару керек қой енді. Қорғадық. Сосын жаңағы ұстазым айтты, Дихан Қамзекұл. Мен махаббатсыз дүние дос деп қояқ дедім де, маған айтты, сен ақылсың ба дейді. Жоқ. Мынау не сөз? Махаббат дүние тым ұзақ деді. Бірақ сөзден тұрсын деді. Сосын күн-түні ойладым, бұл кітаптың негізі харекет қояды. Харекет деді, болады деді. Сөйтіп харекеттеп кітап шығып кетті. Бұл мен 50 жасымда шықты. 2000 нешінші жылы? 2006-да ма? 16-шы жылы шықты. Харекет. Сонда Абайдың Шәкәрімнің философиясы маған жай теоретический емес, өміріме әсер еткен. Мен сол кезде мұғалім болып жүріп, бесиетпен арқама жаңағыдай рюкзакқа газет тасып бүкіл Қарағандыны шарлап, тиын ақша тауып жүрдім. Және оны мен ұялған жоқпын. Оны харекет деп түсіндім мен. Адал ризық, адал табыс. Иә. Намыстанатын еш нәрсе емес қой. Иә. Енді осы жерде бір сұрақ туындайды тағы жеке басыңызға қатысты ғой енді. Енді осы қиналған сәттеріңізде осындай бір тағдырдың бір сондай бірақ қиналған деп айтқанның өзінде де ол үлкен не ғой, практика, үлкен өміріңізге сабақ. Дегенмен осы сәттеріңізде жаңағы жеңгеміз қасыңызда болды. Әрине. Иә. Бүкіл жаңағындай ауыртпашылықты бірге көрдіңіздер деген сияқты. Жалпы негізі бәрімізге еркек адамға қатысты айтайықшы, өзімізге мысалға да. Қазақ жаңағындай байыса, жаңағындай әйел алам деп шығады дейді. Қазақ байыса қатын алады. Иә, қазақ байыса қатын алам дейді. Рас. Еркек өзбек байыса үй салам, там салам дейді. Осы нәрсе мысалға сол замандарда сізде бір
тағы да бір әйел алу деген сияқты бір дүние болды ма? Сол замандарда оралайықшы. Ол заманда болған жоқ. Иә? Ол заманда ондай болған жоқ, өйткені ол заманда тек қана таза харекет ету идеясы болды. Ол заманда ол пайда болды. Ол кейін пайда болды. Оны енді кез келген жаңағы дұрыс айтып отыр, қазақ байыса қатын алады деген, ол дәл айтылған сөз. Оны Тұрмысқа байланысты ғой тікелей, иә, ол кішкене енді өзің кедей болсаң, мысалы, өзің кедей болсаң, жаңағы өзің тапқан таянғаның жаңағы ішіп жеңің әзір етсе қайдағы қатын алу. Содан ол қазақтың бәрі қатын алған жоқ бұрын, ол бай адамдардың ғана үлесі болған. Содан ол жаңағы бұл идеямен қазақ қоғамы негізі ауырып бітіп қалды негізі. Бұл да бітеді енді, бұл идея бітеді енді алғасы. Бұл өзі өте өзінің бір кезең болды ғой енді біз. Бұл да бір өтпелі бұрынғы 19 ғасырдың идеясы ғой, бұл қазір заманға сай келмейді ол. Бұл идеяны да мен басына өткердім, оның зиян екендігін 100% көзім жетеді. Қазір қоғам көтермей ме сонда? Келмейді, қазіргі ол қоғамға зиян. Өйткені қазіргі адамдардың түсінігі, әйел адамдардың еркіндікке ұмтылуы, ол басқа мәселе. Сана бөлек па? Ол айтады ғой, заманына қараймал дейді. Ол 19 ғасырдың идеясы. Оның өзінде әйелдер бақытты болмаған ғой, мысалы. Абай жолында айтады ғой. Бәрібір сол сізде қиыншылық сәтте болған қасыңыздағы жеңгеміз жарыңыздай бола алмайды ғой бәрібір. Шындап келген кезде, иә? Ол жерде осы нәрсеге келісесіз ба? Иә, әлбетте. Бұл жердегі мындай мәселе ғой. Ол өзі 4 нәрсе қадірсіз дейді ғой өзі. Сонда қарасаңыздар, бұл идеямен біз ауырдық қой. Бір жағынан бұл демография деп тырнақшаның ішінде қойдық қой, енді өзімізді ақтап алу үшін. Иә, бұл өзімізді ақтап алу үшін, бұл біздің өзіміздің былайша айтқанда нәпсінің қалаулары ғой. Иә. Иттігіміз ғой былайша айтқанда. Оны мойындау керек. Бұл енді сонда бұл қоғамда бұдан өту керек негізінен. Иә. Қазіргі қоғамға жат па сонда? Келмейді. Қазір қоғамға келмейді. Мен бұны пост қылып жаздым ғой, оқыған шығарсыз. Сонда бәрін айтқам, бұны қайталап айтпай-ақ қояйын. Сондан бұл негізінен қазақтың ұғымында өзі бұл 19 ғасырда жаңа қазақ байса деген, ол енді байлар, сосын кейін әртүрлі жағдайлар болады ғой енді. Жаңағы бала көтере алмай қалу, ауруға ұшырау, қайтыс болу деген сияқты, ол басқа мәселелер. Ал енді дәл қазіргі кезде өзіңнің жаңағы жарың сау болса, бала көтеру қабілетті болса, негізінен бұл идеямен аурудың қажеті жоқ. Бұл өте негізі жастарға негізі пайда келмейтін нәрсе. Зияны көбірек деп ойлайсыз. Бұны біз басымыздан өттік қой, бәрін ашшын тұшын бәрін таттық қой, сосын айтып отырмыз. Әйтпесе ол қазіргі кезде көрмеген, білмеген адамдар желеулетіп, қоздырып, бірақ ол зардабын басқалар тартады. Неге айтады білесіз бе? Ол ой қайдан шығады білесіз бе? Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, орта ғасырлық классикалық еңбектерді ашатын болсақ, оларда бірыңғай осы нәрсені насихатталған. Мысалға, көптеген беделді ұстаздар, ғалымдар, тіпті 2 әйел, 3 әйел алмаған еркектер жиынға кірмесін деген сөздерді айтқан. 2 әйел алмаған еркектің санасы толық жетілмейді. Былайша айтқан кезде өмірлік бір тәжірибені алмайды деген сияқты сөздер, осындай контекстегі сөздер көп айтылған да. Енді сол сөздерді біз қазіргі заманға форматтап айтып жатқан сияқтымыз да. Мен жеке өзімнің пікірімді айтпай ақ қояйын, сізге тікелей айтайықшы. Осы практикадан деп айтайықшы, өміріңіздегі практика ғой, тәжірибе. Тәжірибеден аларыңыздан көрі күйзелісіңіз көп болды ма? Жоқ, енді бұның әрбір нәрсенің негізінен адамға күйзеліс. Философ қыла ма, қылдырмай ма, соны айтыңызшы. Жоқ, ол философ болу ол әйелге қатысты емес негізінен. Мүлдем қатысы жоқ қой, иә? Философ болу үшін адамда ол философ деген нәрсе еркін ой иесі ғой. Ол тіпті мысалы философты үйленбеген, тіпті білесіз бе? Кейбірлер үйленбегендер ғой. Мысалы Ницше үйленбеген, Гегель үйленбеген, Гегель білмеймін, Кант үйленбеген мысалы. Олар жаңа ойын соңында кеткен ғой. Олар қайдағы әйел, ол дүниеден бас тартқан кәдімгідей. Соның философияға ешқандай қатысы жоқ. Әйелің жаман болса философ болсын деген Сократтың сөзі ғой ол.
әйелің жаман философ болмайсың, өліп қаласың әйелің жаман болса. Қайдағы философ, өліп қаласың ғой. Инсульт, инфаркт. Сократ қателескен ғой. Әзілдеп айтқан ғой. Әйелің жаман болса өледі. Оны кім айтады ғой әке? Негізі шал-ақын айтады ғой. Жаңағы шал-ақын, негізі шал-ақынды оқыту керек мектептер. Шал-ақын айтады ғой. Әйелі алғаның жақсы болса, тойың үйінде дейді. Той. Мысалы адамдар қазір кезде неге тойға барар? Сырттан іздейді да қызықты. Шын мәнінде алғаның жақсы болса, тойың үйінде дейді. Тойың үйінде дейді. Алғаның жаман болса дейді, жауың үйінде дейді. Жау. Екі әйел алғаның дау үйінде дейді. Ана кеше кімнен сұрап отыр ғой? Жаңағы Азамат Сатыбалдың әйеліне сұрап отыр, сіз Азамат екінші әйел ма дейді. Olmayды дейді, неге? Өйткені сөз бар ғой дейді. Bir итті алған жақсы ма, екі итті алған жаман ма, жақсы ма дейді. Ол подкастты көру керек. Көріңіз, өте жақсы шыққан. Соны қарасаңыздар, ол енді сол ғой, ол сонда айтады ғой. Бұл негізі ер адамның жеке қауіпсіздігі мәселесі негізінен. Шал-ақын айтып отыр ғой. Осал жігіт әйелге беттей қоймас дейді. Жақсы әйел айтқан сөзді кектей қоймас, осал жігіт әйелге беттей қоймас. Жауыз қатын қабаған ит сияқты ер жігіт түбіне жетпей қоймас дейді. Сондан ол ойнайтын нәрсе емес негізінен. Жаңа сөзіңіздің негізі шал-ақыннан алып отырсыз ғой, сонда өлтіреді деген, өлтіреді мысалы. Сен өліп қаласың. Философ болмайсың, өлесің. Қайдағы философ, өліп қаласың, әйелің жаман болса. Күйіктен өлтіреді ғой. Өлтіреді, айтып отыр ғой, жауыз қатын қабаған ит сияқты ер жігіттің түбіне жетпей қоймас дейді. Қайдағы философ болу үшін сен философиямен айналысуға, мысалы грек қоғамында адамдар қалай философ? Дүниемен айналыспауың керек қой. Сен қолың бос болу керек. Қазіргі қоғамда қалай сен дүниеге араласамайсың? Даже былайша шындай айтқан кезде ішіп жемің түгілі, сол ішіп жегенің шығару үшін де ақша ғой қазір. Ол кім айтады ғой? Машһүр атамыз айтады. Жиренше шешен айтқан дейді. Қазақ 4 нәрсенің атын білмей қойған дейді. Бірінші бала деп айтады дейді. Бүйтіп айтады жаңағыдай. Бала деп айтады дейді. Оның атын дұрыс қоймағанда, оның атын қайырған деп қою керек дейді. Қайырған? Қайырған. Баланың атын ба? Иә. Бала өскеннен кейін әке-шешесін әйтеуір бір қайырады дейді. Оны түсінесіз бе, қайырған деген сөзді? Қайырған деген қайтарым болады деген сияқты ма? Қайырған деген былай. Қойды қайырасың ғой бүйтіп. Иә. Былай жүр деп. Иә. Қайырасың ғой, сол сияқты. Әке, шеше, қойыңызшы, сіз не білесіз, заман басқа деп сені қайырып отырады, түсінесіз бе? Направлениеңді өзгертеді деп тұрмын. Сені қайырып отырады, түсінесіз, сені бағытыңды өзгертіп отырады. Қазір мысалы көп ата-аналардың балалары қайырып отыр, сөз жетпейді ғой балаларына. Рас қой, иә. Балдар біледі дейді ғой. Қайырып отыр сені. Қойды қайырғандай. Қойды қайыру түсініп отырсыз ба? Иә, түсініп отырмын. Жылқыны қайыру. Сонда айтады дейді. Бала дейді, оның атын дұрыс, оның атын қайырған деп қою керек дейді. Бұл жақсы мағынада айтып отыр. Жаман мағынада айтып тұр ғой. Бала өскеннен кейін әке-шешесін әйтеуір. Балдарды қарап тұрып, соған баға беріп тұр ғой, иә? Өмірлік тәжірибе. Сол замандағы. Өмірлік тәжірибе. Сол заманда да сол проблема болып тұр ма сонда? Бүкіл заманда бар проблема. Бүкіл заманда? Бүкіл заманда. Бұл бола береді және де барлық заманда. Баланың атын дұрыс қойма, оның атын қайырған деп қою керек дейді. Бала өскен соң әйтеуір әке-шешесін бір қайырады дейді. Екіншісі келін дейді. Келінді оның атын да дұрыс қойма, оның атын айырған деп қою керек дейді. Сонда оны қалай түсінеміз? Келін үйге келгеннен кейін баланы дейді әке-шешесін туған-туысқанын айырады. Ажырата ма? Иә. Қазақша сөз бар ғой. Келін келгеннен кейін бала айтады дейді жаңағы. Емшегін берген әр жат, еңсесін берген бер жат деп айтады дейді. Анасын айтып тұр ғой. Ауыр сөз ғой негізі. Енді өмірдің өзі негізінен жеңіл нәрсе емес қой. Сол оның өмірдің тұзын жегеннен кейін барып қана сен түсінесің өмірдің екендігін. Сонда бала тәрбиелеп отқандар осы нәрселерге дайын болу керек. Айтып отыр ғой жаңағыдай. Ертең ауырып қалмас үшін. Иә, тұзды жеу керек бірінші. Орыста айтады жаңағыдай. Бір пұт тұз жедім дейді. Жәмиде айтады ғой, өмір түсіну үшін бір пұт тұз жеу керек дейді.
А біз ылғи кәмпит бергіміз келеді қоғамға. Тәтті сөзден адам ауырады дейді. Жұмек айтады ғой. Тәтті сөзден адам ауырады. Тәтті жеген сәбидің тісіндей болып дейді. Біз ылғи тәтті береміз ғой. Ойбай, бала деген керемет. Келін деген ғажап. Келіннің аты сонда Айырған. айырған. Бұл жамандап тұрған жоқ. Иә. Реальность айтып тұр ғой. Шындықты айтып Шындықты айтып тұр ғой. Сосын ат деп айтады дейді. Оның атын дұрыс қоймаған. Ат деген қазір машина ғой енді. Иә. Оның атын ердің қанаты деп қою керек дейді. Ердің қанаты. Ердің қанаты. Қазақта мақал бар дейді. Ер қанаты ат болар, атсыз адам мат болар, атын қолдан кеткен соң ағайын туған жат болар деп айтады. Яна ренжіп жүреді ғой жастар. Көлігімді сатып едім, достарым звондамай қалды. Ешкімге керек жоқсың. Енді ең қызығына келейік. Көлігім үшін іздейді екен ғой, класстастарым, бауырларым. Енді ең қызығына келейік. Сол заманда да сол проблема тұр. Құдай, адам өзгермейді. Сол адам. Табиғат өзгермейді. Заман өзгере бе, табиғат соғалып қалып тұр. Ана ренжіп жүрген жігіттер сонда баяғыдан сол адам класстастарға достарыңа ренжудің қажеті жоқ. Қажет жоқ. Атын жоқ ешкім емес. Соның ең соңғысы, ең қызығы қатын деп айтады дейді. Қатын атын дұрыс, оны тындым деп қою керек дейді. Тындым? Тындым. Тындым сөз бе? Біттім деген сөз? Біттім деген сөз, тындым деген. Неге сонда? Сонда деді, әйелің жақсы болса дейді. Көңілің дейді. Көңілің тыным табады дейді. Көңілің тынды дейді ғой, адамның көңілің тынып отыр. Тыныштыққа жетеді көңілің. Хатир жамиқ отырасың дейді. Хатир жамиқ дегеніміз тынышталасың. Әйелің жақсы болса дейді, көңілің тыным табады дейді. Хатир жамиқ отырасың дейді. Неге өйткені әйелің жақсы болса, сені хатир жамиқ деген ана умиротворение деген сияқты. Иә, хатир. Ол қай тілде екен? Араб парсы тілінде шығар. Ол еркектің дейді, қолын үй үшін жұмысынан босатады дейді. Жақсы әйел. Жақсы әйел. Философия содан басталады негізі. Көрдіңіз бе? Үй ішінің жұмысынан босатады дейді. Өйткені тұрмыстық шаруалар жаңа араласпайсың. Мысалы, Әбіш Кекілбаев ағамыз үйінің кодын да білмейді екен, сөз бе? Шеге қақпақ түгілі. Мысалы, бәрін жаңағы анамыз тұр, жаңағы жеңгеміз істеген ғой барлығын. Сонда көрдіңіз бе? Тындым. Көңілің тұрмысты тапсырды ғой. Тапсырдың, болды. Сен сонда айналысасың жаңағы. Дүниеден босандың, енді сен немен айналысасың? Философиямен, ғылыммен, дінмен, сурет өнерімен, әртүрлі. Кәсіп болуы мүмкін, мысалы. Өйткені көсеу ғой. Үй іші уайым жоқ. Үй іші жұмысы көсеу дейді, қазақ айтады. Қазақ айтады, көсеу ұстағаннан көсем шықпайды дейді. Көсеу ұстағаннан көсем шықпайды. Ер адамға қатысты айтылып тұр ғой. Енді сен таңертең от жағып, кешке от жағып, күйбеңмен жүрсің. Сен тұрмыс, сен заботаңның бүкіл уайымның бәрі тұрмыс болып тұр ғой. Иә, сен өрісің. Тұсалып тұр, солай да. Қазақ айтады, көсеу ұстағаннан көсем шықпайды дейді. Енді дейді, қатының жаман болып жолса дейді, онда не өлтіріп тастай алмайсың дейді. Обал ғой енді. Не сатып жүре алмайсың дейді. Не айырбастай алмайсың дейді. Ішінен тынасында отырасың дейді. Алла бетін аулақ қылсын. Көрдіңіз бе? Соны тындым деген сөз осы. Бұл Мәшһүр атамыз келтіреді, жирен шешен айтқан дейді. Оны бірде осы неде отырмыз? Осы Ақмола облысының жаңағы Қорғалжын ауданында Қареген деген ауыл бар. Сонда осы әңгімені айтып отырсам, бір асқа шақырды. Сонда бәрі ду күлді. Сөйтсем, бір жеңгеміз астымызда отырды. Аты Тындым екен. Есім Тындым екен. Сөзін ойлашы. Қазақ сөйтіп қояды екен, Тындым деп. Ырымдап қойған ғой. Иә. Сонда ол жаңағы қазақ ешқашанда иллюзиямен өмір сүрмеген. Керісінше қазақтың мәдениетін білмесеңіз, иллюзиямен өмір сүресіз. Айтып отыр, екі қатын алған дау үйінде дейді. Дау керек пе саған?
жоқ керек пе дау саған? тоқал тоқтамас, тоқал байын жоқтамас деген де сөз бар ғой. Иә, сонда шал ақын айтып отыр ғой. Жақсы әйел алғанның дейді тойында, жаман әйел, екі әйел алғанның дауында, жаман әйел алғанның жауында. Болды ғой енді. 3 нәрсені айтып отыр. А сіз философ дейсіз. Философтыққа жетпей қалсыз. Мен емес қой енді. Маған дейін философтар солай айтқан ғой. Сократ қателескен. Менің қатысым жоқ. Сократ қателескен. Бүгін Сократтың қатесін жөндедік енді. Иә, жақсы әйел, жаман әйел философ жөн. Вот Сократтың қатесін біздің бабаларымыз жөндеп қойған ғой. Иә, жаман әйелсің өлесің. Иә. Ажалынан бұрын. Біз Сократ, Аристотельді пір тұтып жүрміз. Иә, жоқ, ол енді айтқан ғой енді, жаман әйелсің философ шығасың деген кезде, ол кезде мүмкіндік болған ғой. Мысалы, еркек адамның жаңағы дүзде жүруге, еркін ойлануға мүмкіндігі болған. Мысалы, Қоғамның түсінігі сондай болған деген. Жоқ, ол құлдар ұстаған ғой гректер. Мысалы, ол әйел адам, мысалы, ол өзінің әйелі жаман болған ғой, Ксентипа деген, Сократтың. Сонда ол мындай болған оқиға, оны ашықтап айтайық. Сократты жоққа шығармаймыз ғой. Сократ ол өзінің басынан айтып отыр ғой. Ол үйіне жолмайды екен негізінен. Сыртта жүреді үнемі. Неге? Өйткені агорада жүреді. Агора деген жаңағы алаңда, орталық алаңда. Сонда философиямен айналысады, шәкірттерін ертіп әңгімелеседі жаңағы. Үйіне жолмайды. Неге? Өйткені жаңағы соны бір күні үйіне келіп жатса, жаңағы Ксантипа деген әйелі күтіп тұр екен. Тамақ істеп қойған ғой енді. Сосын бір кезде әні келеді, міне келеді, Сократ келмейді, сол кезде Сократ деп айғайлады дейді. Сократтан беріліп кеткен философияға. Шәкірттермен отыр. Шәкірттермен бір қызу не кірген. Одан сол тағы да бір жарты сағат тұрған ғой. Содан әйел көкбет долы алыпты да жаңағы әбден ашуланғаны жуынды бар ғой, жуынды. Соны жуындыны Сократтың басын төңкере салған ғой. Мә саған деп. Соны Сократ айтты дейді. Міне көрдіңдер ме дейді. Және әйелім айғайлады дейді. Ол күннен күркір дейді. Енді басыма жуынды жауды. Бұл күн күркірегеннен кейін міндетті түрде жауын жауады деп айтты. Сосын айтты дейді. Үйленсең де өкінесің, үйленбесең де өкінесің деп айтты дейді. Шәкірттер айтып тұр ғой. Әйелің жақсы болса, жолың болғаны деп айтты дейді. Жолым болған. Әйелің жаман болса, философ болып шығасың деп айтты. Иә. Енді ол ситуацияға айтып отыр ғой. Иә. Өзінің сол жердегі бір пайымдаған ойы ғой. Ал енді шал ақындікі енді нақты енді. Иә. Жауыз қатын нақты анықтама берді. Жауыз қатын қабаған ит сияқты. Ер жігіттің түбіне жетпей қоймас дейді. Мысалы, қазіргі жиын тойға барасыздар ғой. Еркектер аз ғой. Жоққа тән. Әйелдер 70-80%. Еркектер қайда? Жоқ. Осы жиын тойға келейікші. Жалпы біздің қоғамда мындай түсінік бар да, қазір тойшыл қауым, қазақ тойшыл болып кетті деп, бірақ тойшылдықты Абай өзінің заманында да сөгіп тұр ғой. Жалпы қазақтың тойлауына бірнеше ғасыр өтіп кетті ма? Қалай бұл? Енді бұл не себеп жалпы? Ол былай ғой. Жалпы бізді адам қылып тұрған ой ғой. Иә. Сол ой тұрғысынан айтып отыр Абай. Қазақта сөз бар. Той болған жерде ой болмайды дейді. Көрдіңіз ба? Егер біз ойланбасақ, онда хайуан деңгейіне түсеміз. Сонда қазақта айтады, бәрің тойшыл болсаң да жын боларсыңдар дейді. Бітесің деген сөз ғой. Бітесің, жын болып кетесің. Бәрің қойшы болсыңдар, құл болсыңдар дейді. Мом болып қалады ғой қойшы адам. Сонда қазақтың біреу тойға айналғанда, біреу қойға айналып дейді. Ол реттеліп отырған негізінен. Қазақтың бәрі жаппай той тойламаған. Қойшыға той жоқ қой. Иә. Атар қой, уайым басқа жерде ғой. Қалай тойлайды? Қалай тойлайсың? Қойын тастап кетпейсің ғой. Ол қол болса адам тойлаған. Қазір бәрі жұмысын тастап тойлайды ғой. Сол кредитке той жасау деген нәрсе мен енді өзім. Сонда Абай айтады ғой. Абай айтады. Тойшыл, айтшыл дейді. Айт та той ғой бір. Иә. Тойшыл, айтшыл деген арабтың той деген сөз ғой, праздник деген мереке. Тойшыл, айтшыл. Тойшыл, айтшыл, ит мінез дейді. Абай айтады. Ит мінез. Абай ит мінезге жатқызады тойшылдықты.
ит мінез деген нәпсінің шарықтау шегі, нәпсінің салтанат құру. Сондан ол той болған жерде ой болмайды дегенде, кез келген қоғамды негізінен қоғам қылатын ой ғой. Жалпы адам қылатын ой ғой өзі. Адам мысалы ойлану керек та, мысалы негізі адамшылық қайдан басталады дегенде, оны енді жаңағы үлгіміз айтып отыр ғой, шәкәрім үлгіміз. Абай шәкәрім не дейді? Біз енді шындықты білгіміз келеді ғой. Бұл өмірге келгеннен кейін біз шындықты білгіміз келеді. Ал шындық деген ол Құдай дейді, шәкәрім айтады. Шыннан өзге Құдай жоқ дейді. Жалпы біздің ішімізде Алла тағала бізді шындықтан жаратқан ғой, Алла тағала. Шындықтан жаратқан сөз бе? Сонда біздің ішімізде бір мәңгі бітпейтін шындықты білуге деген құмарлық бар. Байқайсыз ба? Сұраныс. Құмарлық. Ішкі дүниемізде сұраныс. Ішкі бір терең қажеттілік деп айтсақ болады. Иә? Терең бір ындынымыз сондай біз. Сонда біз ылғи сұраймыз, шын айтып отырсың ба? Иә? Шынымен солай ма? Шын дос болайықшы. Иә? Шын ғашық деген. Шын, барлық шын жақсы, біз шынды жақсы көреміз. Шындықты айтшы дегенді сонда біз айтамыз. Шындықты айт деген екінші бір түрі, құдайшылығыңды айтшы дейміз. Құдай шын ғой. Сонда шәкәрім айтады, шыннан өзге Құдай жоқ дейді. Сонда біз негізі қоғамда бізде шындықты талап ету, ол Құдайды талап ету. Екеуі тең ұғым негізі. Біз айтамыз ғой, шындық неге керек саған деп. Жоқ. Шәкәрім айтады, шыннан өзге Құдай жоқ. Анық Құдай, шын Құдай. Шын болмаса кім Құдай дейді. Көрдіңіз бе? Ұқпай қалма алаң боп дейді. Шын болмаса кім Құдай? Сонда шәкәрімнің діни социологиясында осындай ұғымдарды біз анықтау. Құдай деген шындық. Шын, е? Сонда енді біздің жанымыз шындықты білгісі келеді. Енді шындықты қалай білеміз дегенде, Құдайды білгісі келеді ғой енді. Сонда қалай білеміз дегенде шәкәрім айтады, шынды білмек болсаң егер, Құдайды білгің келсе, ең әуел жанды біл. Өзің тан деп тұр ғой. Иә, ең керекті 3 сұрақпен жан құлағын бұрақ қой. Келдім қайдан? Қайтсем пайдам, өлген соң не болам? 3 сұрақ. Келдім қайдан? Тойлаған адамда 3 сұрақ болмайды. Келдім қайдан деп ойламайды ғой. Қайтсем пайдам. Яғни мен бұл жанымның осы өмірге келгендегі пайдасы не? Алла тағала мені не үшін жаратты? Мен жаным осы өмірге не ала алады осы өмірден? Қандай пайдасы бар? Өлген соң не болам дейді. Сонда қазақ айтады, той болған жерде ой болмайды дейді. Әрине, үнемі күлме, үнемі оймен бол деп айта алмаймыз абай. Оған жан шыдамайды дейді. Бірақ онда мөлшер бар ғой. Абай тұр. Мөлшерден шығып кеттік деп ойламайсыз ба? Ол жақсы ғой, жақсы нәрсе ғой той деген. Жаман нәрсе емес, иә? Біз тым мөлшерден сонда абай айтады, әрбір жақсы нәрсенің өлшемі бар дейді. Өлшем, мөлшері бар. Мөлшерінен асып кетсе боғы шығады дейді. Бізде боғы шығып кетті тойдың сөз. Біз боғын шығарып жүрдік тойдың. Қарын бар ғой. Не нәрсені тойлауымыз керек сонда, қалай ойлайсыз? Біз бірақ нәрсені тойлауымыз керек. Үйлену тойы ма? Жоқ. Ғылымды ғана тойлауымыз керек. Ғылым, сөз бе? Ғылымдағы жетістіктерді ма? Иә. Үйлену той ол бос болмаса ғой енді. Үйлену той ол біздің парызымыз енді. Міндет, үйлену той. Сосын енді абай айтады, ғылым таппай мақтанба дейді. Мақтаныш деген той ғой енді мысалы. Мысалы біз машина шығарсақ тойлауға болады. Мысалы машина шығарып. Өйткені біз машина шығарсақ жақсы. Тойлау керек. Неге? Өйткені жұрт үлгі алады. Мына машина жасаған күшті. Бір дрон ойлап тапсақ тойлауға болады. Бір ғылыми жаңалық ашсақ тойлауға болады. Сөз бе? Мақтануға болады. Сол ғылыми жаңалық ашқан адамдарға той жасап беруіміз керек шығар. Ғалымдардың осы жаңалықтарын тойлауымыз керек біз. Ақша беріп, материал беріп, машина беріп, оларды құрметтеп, төбемізге отыруымыз керек ғалымдарды. Жай бір конференциямен ғана шектеліп қалып жатырмыз ғой біз қазір. Иә, сөз бе? Өйткені абай айтады, ғылым таппай мақтанба дейді, сөз бе? Негізін мақтануға тұратын дүниеде бір-ақ нәрсе бар, ғылым. Қалғанның бәрі қырт мақтан дейді. Мысалы, жаңағы көрінген нәрсеге ол
енді қайта айта берсең өзі жек көрінішті болсын, бірақ көрінген нәрсеге тойлауға беруге болмайды. Неге? Өйткені сен басқа біреудің уақытын аласың. Иә, дұрыс айтасыз. Басқа Жақсы біреуге көріп бармайды ғой. иә, амалсыздан туысқандық қатынастарды желеу қылып, оны не дейді әлгі? Иә. Манипуляция дейді. Ағайын туың жинап аласың қайта. Манипуляция, сөзсіз бе? Ей, Келмесе ренжиді. ренжисің, сөзсіз бе? Оның уақыты, алтын сағаты. Иә, өйткені ол еңбек ету керек адам деген сөз бе? Еңбек. Өзі еңбек еткен адамға әр күні той ғой. Қазақ айтады, қолыма жұмыс берген, жаныма саулық берген дейді, сөз бе? Адамдар неге ауырады? Жұмыс жоқтан ауырады, сөз бе? Әрекет жоқ. Керісінше адам Қимылады. шынығады екен. Жұмыс істеген сайын шынығады, сөз бе? Сауығады, жаны сауығады, көңілді жүреді. Негізі жақсы жұмыстың өзі той ғой. Қалай ойлайсыз, бұл жалпы негізі жаңағыдай ақиқатты білмеу деп айттыңыз ғой енді. Одан бөлек бұл бәлкім жаңағыдай қоғамның жағдайының бір күйзелісін ұмыту үшін осындай нәрселерге ұрынып отыр ма? Реальностьтан ажырау үшін. Бәлкім. Иә. Бар. Иә, ол да рас. Біріншіден, осы қоғамда негізінен нақты мақсаты бар адам бар ғой өзі. Мақсаты бар. Мысалы, Асқар Жұмаділдаев тойға бармайды. Мысалы. Иә. Неге? Өйткені ол кісі математик. Ол өзі нақты біледі өзінің миссиясын. Математиканы бар. Иә. Болды. Ол тойға баратын уақыт жоқ. Енді барлық адам бірдей ол Асқар Жұмаділдаев сияқты ондай бір миссия құрып алып өмір сүре алмайды ғой. Жоқ, ақиқат қой. жоқ. Ол өзі ақиқат бар ғой. Абай айтады, ақиқат болса бәріне бірдей ақиқат болсын дейді. Жарым жартыға рас болса оның несі ақиқат дейсіз? Бәрі бірдей сонда Асқар Жұмаділдаев ағамыз сияқты тұлға болу керек па? Әлбетте. Бәрі? Барлық адам тұлға болу керек, өз деңгейінде. Бәрі математик болуы мүмкін емес. Бірақ біреу мысалы өзі малшылардың ішінде де зиялы қауым бар, мысалы интеллект. Мысалы жаңағы біз малшы дейміз ғой, мысалы. Совет үкіметі кезінде малшылар нағыз зиялы қауым болған. Неге? Өйткені мына етігі бар ғой, етігінің ішінде жұлдыз журнал жүретін сөз. Оқымайтын кітаптар болмайды. Көп кітап оқып қояды. Иә, газет айтады сонда. Ана жерде уақыт. Қазір телефон бар, бірақ оқымайтын шығар. Сонда газет айтады, сонда ол зиялылық дейді, ол әлеуметтік топқа жатпайды дейді. Зиялылық ол сапа дейді. Сондан завод жұмысшыларының ішінде тобыры бар дейді. Завод жұмысшыларының ішінде зиялылар бар дейді. Сосын өзінің интеллигент деп жүргендердің ішінде тобырлары бар, ішінде зиялылары бар дейді. Дұрыс ой екен, әдемі ой екен. Газет айтады, жаңағы «Восстание масс» еңбегінде айтады. Ол жаңағы зиялылық дейді, ол әлеуметтік топпен өлшенбейді, ол сапамен өлшенеді дейді. Мысалы, шахтерлардың ішінде зиялылар бар. Мұғалімдердің ішінде тобырлары бар, мысалы. Зиялылар да бар. Зиялылар бар, сөз. Сондан әр адам зиялы болғысы келеді. Әр адамды Құдай тағала кемел қылып жаратқан. Ұқсамасаң ұқсап бақ дейсіз. Болмасаң да ұқсап бақ дейді. Енді айтып отыр, мысалы, Абай айтады, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз дейді. Мысалы, сен ол Асқар Жұмаділдаев ол мысалы үлгі ғой. Иә. Ол өйткені оның ісі бар да. Дұрыс айтасыз. Ісі бар, ол шетелден келіп, кісіден ол кісіден консультация алып отыр ғой ғалымдар. Әрбір бос кеткен уақытына ол жылайды. Қадірін біледі, сөз бе? Әрбір минутын ғылымға жұмсайды. Және патриот. Және неге үлгі болмасқа? Мысалы, сіз қой бағасыз, мысалы, қойыңызды қамап тастап тойға кеттіңіз, не болды мысалы? Мысалы. Кетті ғой өріске. Жайылып кетеді ғой. Сондан ес жиып етек жинайтын уақыт келді. Дұрыс айтасыз. Вот есі жоқ адам тойлай береді. Әр нәрсені көріп те болдық қой негізі. Бәрін көрдік қой. Сонда негізі мен Сара Мәжит қызы деген ұстазым болған. Техникум мен оқыдым осында, Ақмолада, құрылыс техникумда оқыдым. Сонда айтады ғой, мен ауылға бара бердім. Құрылысшы да мамандығыңыз? Құрылысшы мамандығым. Алғашқы мамандығым құрылысшы ғой. Мен де алғашқы мамандығым құрылысшы. ПГС дейді. Промышленный гражданстроительство. Мен соны бітіргенмін 4 жыл оқып. Сонда сол кісі айтады, мен ауылға бара беремін, техникумда оқып. Сонда маған айтады, неге ауылға бара бересің дейді. Арсызға күнде той дейді. Арсыз адамға күнде той сөз.
Елге қызмет ет деп тұр ғой. Енді осының мағынасын енді бұл жерде сөгу жоқ. Иә. Арсыз деген кім, қалай ойлайсыз? Арсыз деген бір андай не ғой? Жеңіл қабылдайды. Жоқ. Не? Арсыз дегеніміз жүрегі кірлеген адам. Солай ма? Ар деген тазалық қой. Иә. Мысалы, ару деп қандай әйелді айтамыз? Ішкі жан дүниесі таза адамды ару әйел дейміз. Текті атты, текті тұлпар бар ғой, соны ару торы төбел ат дейміз. Ару, таза, тұқымы таза, түсінесіз бе? Текті. Арсыз дегенде біз мұңсыз сондай Жоқ, қылып қарайтын. Сонда енді адам қайтыс болғанда мәйітті арулаймыз, тазалаймыз. Сонда ар деген тазалық. Енді қараңыз, Абай айтады, адамның жүрегі таза болса дейді. Адамның жүрегі таза болса, дүниенің суреті раушан болып түседі дейді. Айна ғой жүрек. Иә, раушан деген сөз бе деген? Парсы тілінде ашық, айқын болып түседі сөз. Раушан болып түседі дейді. Адам түсінеді, келдім қайдан, қайтсем пайдам, өлген соң не боламын. Жүрегі таза ғой. Ары бар адам сөз бе? Енді арсыз адам жүрегі айнасы бітелген. Ол бос, жарамсыз нәрселермен уақытын өткізеді. Арсыз сөз өйткені жүрегі таза емес. Дүниенің суретін жүрегі көрсетпей тұр. Миссия жоқ. Миссия жоқ, мақсат жоқ. Жүрегі таза емес. Той-тойлай береді. Әйтеуір бір әрі өмір сүреміз. Шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма деп шапқылай береді. Мақсат жоқ, мұрат жоқ. Өйткені жүрек айнасы, аппараты Абай айтқандай таза емес сөз бе? Кірлеп тұр. Анау адами мақсаттарды көрсетпей тұр. Барометр жоқ. Соны қазақ айтады, арсыз адамға күнде той дейді. Ол іші пысады, сергеді. Өліп қалады. Абай айтады ғой, үйде отырса өліп қалады дейді. Сыртқа шықса тойды іздеп тұрады ғой. Иә, тойды іздеп тұрады, өйткені ар жоқ. Тазалық жоқ. Біз арсыз дегенде біз ана бір қорлау сөз ретінде айтамыз ғой. Олай емес. Арсыз дегеніміз жоқ, арсыз дегеніміз жүрегінде тазалық жоқ адамды айтамыз. Ар жоқ. Кірлеген жүрек. Иә, ана жүрек дүниенің, мына Алланы тану, дүниені тану, өзін тану деген сен айнаң кірлеп тұр, көрсетпей тұр. Ақиқаттарды жүрегін көрсетпей тұр, сөз бе, кірлеген. Соны арсыз дейді. Соны айтады, арсызға күнде той дейді. Ал жүрегі таза адам ойланады, мен не істеп жүрмін? Керек па мынау жалпы маған деп ойлану керек қой. Жоқ, менің мақсатым бар, мұратым бар, Аллаға жағуым керек. Аллаға жағу үшін халыққа жағуым керек. Халыққа жағу үшін ғылыммен айналысуым керек. Өнермен айналысуым керек. Кәсіппен айналысуым керек. Мен уақытым жоқ. Көптің аузын күзетуге. Айтасыз. Біз қазір не? Біз көптің аузын ұят болады деп өмір сүреміз. Сонда адамның өзі ұят екі түрлі болады екен ғой. Сонда Абай айтады, ұят екі түрлі болады дейді. Біреуі дейді, үлкендіктің ұяты дейді. Үлкендік деген бұл рухани ұят. Бұл біреудің істеген я Құдайға теріс, я шариғатқа теріс ісіне біреу үшін ұялу дейді жаңағыдай. Немесе өзің істеген иттігіңе дейді, жерге кіріп кететіндей болып ұялды, бұл үлкендіктің ұяты дейді. Болады ғой мысалы, бір енді араттадың, Құдай жолында бір теріс қылырса. Жаспен келе ма бұл сонда? Жоқ, ол жүрек тазалығына байланысты тағы да. Жүрегін көрсетіп тұрады ғой. Үлкендіктің ұяты деп неге бүйтіп қойған? Үлкен деген рухтың ұяты. Үлкен адам деген рух деген сөз. Ол жасқа қатысты емес. Кемелдікті айтып тұр ғой. Жоқ. Үлкен адам дегеніміз рухы нәпсісін билейтін адамды үлкен адам дейміз. Ал керісінше нәпсісі рухын билейтін адамды кішкентай адам. Үлкен басқару керек деген сол сөз ғой негізі. Үлкен дегеніміз өзінің жаны нәпсісін билейтін адам. Жаны денесін билейтін. Эмоцияның етегінде емес, руханият басқарады. Ақылды. Ақылмен. Рухани биік адам біз үлкен адам дейміз. Сонда айтады ғой, өзің үлкен дейді. Өзің үлкен. Яғни биологиялық жасын айтып отыр. Иә. Өзің үлкен, ісің балашаға дейді. Мәз болып күліп жүрсің тамашаға. Тамаша. Мына Құранда айтады, мына дүние дейді. Бұл мишура дейді. Мишура білесіз бе? Тамаша. Мына дүние. Оны балалар ғана қызықтайды дейді. Сонда сен мына дүниеден дейді бас тарта алмасаң өмір бойы бала болып қаласың дейді.
өспегенсің деп тұр ғой. Иә, балалық деген ол биологиялық жасты айтып отырған жоқ абай. Иә. Ғалым болмай неменен балалықты қисаңыз дегенде ол биологиялық жасты айтып отырған жоқ. Өйткені 13 жасында, 10 жасында, 5 жасында ғалым болған балалар бар мысалы. Дүние тіршілігіне ажыра деп тұр ғой. Ажыра деп тұр. Дүние Ғылыммен тіршілігімен жаңағыдай қызығына алдана беру ол балалық деп тұр Балалық ғой. соны айтып отыр. Өйткені Құраннан алып отыр. Құранда айтады, бұл дүние дейді. Бұл дүние дейді, бір әлекей шүлекей мишура дейді. Безендірілген. Кім деген дүниенің осы қызығынан бас тарта алмаса, ол бала болып қала береді дейді. Өспейді. Өспейді. Рухани. Сонда рухани үлкен адам дегеніміз рухани адам. Кішкентай адам жасы үлкен болсын, бәрібір бала, кішкентай. Бала сияқты әлі. Өспеген, инфантильді. Сонда абай айтады, өзің үлкен, ісің балашаға. Мәз болып күліп жүрсің тамашаға дейді. Мына дүниенің қызығын тойлап сол. Мәшине мінгенге мәз болып, киім кигенге, тамақ жегенге мәз болып, қатын құшқанға мәз болып. Тамаша. Өзің үлкен, ісің балашаға. Мәз болып күліп жүрсің тамашаға. Әкесі ұрсса балаға ол да достық. Баласы ұрсса әкеге жараса ма дейді. Сол арсызға күнде той. Екінші ұят жаңағы. Екінші ұят енді ол надандықтың ұяты дейді. Ұялмайтын нәрсеге ұялу дейді. Орынсыз ұят қой, иә? Иә, мысалы кішкентай баланың үлкен адамға сәлем беруге ұялғандай дейді. Надандықтың ұяты. Сондан жұрт не дейді деп өмір сүру, ол надандықтың ұяты. Мен тойыма келмей қалады деп тойға бару, надандықтың ұяты. Дастарханыңды кем қылып жаю, надандықтың ұяты. Жоқ, дастарханды жай. Ұят жоқ, дастархан жайған кезде біз енді мүмкіншілігімізден тыс кредит алып жаямыз ғой. Көрпеге қарай көсіл дейді. Ол уже надандықтың ұяты ғой, иә? Тыраштану, тыраштану дейді оны қазақ. Шамаң жетпейді шын мәнісінде. Көрпеге қарай көсіл дейді. Тұрмысың жетпей тұр шындап келген кезде, бірақ сен үлкен жаңағындай 1 миллионның тортын әкеп жатсың, кредитке алып. Ол енді не дейік, ол ұят болады коллегаларына. Ол надандықтың ұяты. Надандықтың ұяты. Қызметіме жараспайды. Адамның өзінің мысалы киген киімі, тапқан табысы. Велосипедпен мысалы университетте ағартушылық қызметті атқарып мұғалім болып жүрсеңіз, ұялмайсыз велосипедпен жүрдіңіз. Жүрдім, иә. Мысалы сол велосипедпен бару мұғалім үшін, университеттің мұғалім үшін, ол ұялу сол нәрседен надандықтың ұяты ғой. Иә, маған сол жиенім оқыды мен сонда. Сонда айтады екен жаңа. Нағашым айтыңызшы, студенттердің бәрі күледі, бесетпен жүрмесін. Бешара деп айтады, кедей екен деп айтады. Мысалы. Надандықтың ұяты ғой, иә? Иә, ол сосын бір рет қызық болған, мен кітапқа деген өлшеусіз ғашық болдым сол кезде. Содан бір күні барсам, заман ғой сол 90-шы жылда. Кітап құнсыз болып кетті. Тиынға сатылды. Кітап құнсыз, нан бірінші орынға шықты 90-шы жылдар. Тұрмыспен арпалысып жатыр ғой. Иә, кітап деген жаймен базарда төгіліп жатыр еді. Барсам да Тургеневтің 12 томы, Толстойдың 12 томы. Әшейін жатыр. Иә, тиын енді. Аналар кезінде подпискамен алған ғой енді. Иә. Енді алып кетейін десем, оны ауыр ғой. Иә. Пакетке сыймайды. Сосын айттым, не бар мына? Қарасам бір жаман не жатыр екен, покрывало. Ескі күйген болушы еді. Көк шілдеу. Соған орап берді. Сатушы. Арқалап. Дед Мороз ұқса кетті. Содан білім ғой, қаншама білімді алып барады. Мен қуанып, жүрегім атқақтап, ол жауыз болды. Сырт көзге бейшара болып барады. Содан жаңа жиенім, қазір үлкен ғылым жолында автобуста кетіп бартқан ғой енді студенттермен. Студенттер күліпті. Мә, нағашыңды қара сен. Үйге келіп жылапты жеңгесіне. Айтсыңызшы нағашыма. Өлетін болдым мен, аналардың бәрі күледі ол кісіге. Сондай диванлықтан өттік қой. Жоқ, еркіндік қой, сананың еркіндігі ғой. Қоғамға байланып тұрған. Маған енді алтын ғой енді. Тургеневтің 12 том, Толстой. Тегін жатыр ана жерде, қара базар шашылып жатыр. Мусоркада жатты сол кезде. Мен үшін олар баға жетпейтін нәрсе. Иә. Автобусқа міне алмаймын. Арқалап кетіп барады. Соңғы тиыным алдым.
дұрыс. Сол еңбегіңіздағы Алла жемісін беріп алдағы уақытта да өйстіп жарқырап жүре беріңіз арамызда. Керемет, жақсы сұхбат болды. Енді соңғы бір сауалымыз, аға, жалпы шәкірт тәрбиелеп жатсыз ба? Енді өтірік айтпаймын мен. Иә. Мен шәкірт тәрбиелеп жатқан жоқпын. Неге? Өйткені мен өзім ойлаймын, абай айтады ғой, сөзімді кім таныса сол алсын деп. Өз сөзім өзім. Иә, енді мен 26 жыл университетте шәкірт тәрбиеледім. 26 жыл. 26 жыл университетте қанша менен дәріс тыңдаған студенттерім бәрі сіздің шәкіртіміз деп айтады. Мықты шәкірттерім бар. Бірақ дәл қазір мен еркін шығармашылық жұмыстамын. Осы негізі мен өзім ойлаймын. Біреулер айтады, дұрыс айтады, аға, мен сізді тыңдаймын, мен сіздің шәкіртіңізбін дейді. Ол міндет, қасында жүру міндет емес негізі. Осы подкасттың өзі мысалы түсінген адамға негізі үлкен бір мектеп қой. Дұрыс айтасыз, иә. Негізі қазақта би деп айтады. Жақсы биік тауды көр дейді. Биік тауды көр дейді. Етегіне барма дейді. Көңілің қағады сөз. Идеалынан айырылықпасын. Жақсыны көр, үйіне барма дейді. Шәкірт болу үшін міндетті түрде ол үйіне барып шай ішіп отыру міндет емес. Өйткені мен пендемін ғой, менің бір кемшілігім бар. Иә, дұрыс айтасыз. Мен сөзімді ал. Бірақ өзім мен істегенімді істеме деп тұр ғой. Сол негізі дұрыс сөз. Молданың айтқан істе, істеген істеме дейді. Өйткені молда да адам ғой мысалы. Иә, пендешілік болады. Иә, сонда шәкәрім айтады. Тәңірің таза. Тәңір, Құдай таза ғой. Иә. Болып бақ, сенде кірсіз. Әлің келсе менен қаш, ең мінсіз дейді. Маған жолама деп. Маған жолама дейді. Өйткені менде күнә деген жетеді дейді шәкәрім. Сол сияқты менде де Құдайға жармас деп тұр ғой. Иә, менде де күнә жетеді мысалы. Мен мысалы үлгі бола алмаймын адамға. Мен сөзімді алыңдар. Бірақ мен жеке, мен өмірім үлгі емес қой. Дұрыс айтасыз. Үлгі бәрімізге пайғамбарымыз. Сөз. Иә. Сондан жаңағы қалай айтады қазақ? Сон шәкәрім айтады. Тәңірің таза, болып бақ, сенде кірсіз. Әлің келсе менен қаш, ең мінсіз. Бұл Құдайдай боламын деген емес, сөзімнің түбін ұқпай демедінсіз дейді. Бұл Құдайдай боламын деген емес дейді сөз. Сөзімнің түбін ұқпай демедінсіз дейді. Бұл Құдай бол деп отыр деп ойлап қалма дейді. Иә. Құдайға ұқса дейді. Маған ұқса, мен адамға идеал боламайды деп отыр. Айтқан сөзіме болады, діннен шығарып жіберме деп тұр ғой. Түбінде бір кемшілік шығып қалады кез келген адамның. Иә. Бұл пенделіктің негізі. Пенделік мысалы Абайдың бойында мысалы мін көп, мысалы шәкәрімде де мін көп мысалы. Бірақ біз ол Абай не істеді, біз шаруамыз қанша мысалы. Иә. Ол өзі жауап береді. Сөзін алуымыз керек. Сөзі бізге. Сол сияқты Омар Жәлелдің не істегені, неше қатын алғаны мысалы шаруаң қанша мысалы сенде. Сөзін ал, оны істеген істеме. Құдайдың алдында өзі жауап береді. Дұрыс айтасыз. Дұрыс па? Дұрыс айтасыз. Біз бұл тақырыпты енді көпшілікті дұрыс түсіну мақсатында жалпы одан практикадан. Иә, мен үлгі емеспін. Иә. Бірақ сөзімді алыңдар. Өйткені бұл менің сөзім емес қой, Абайдың сөзі. Шәкәрім сөзі. Жеткізіп отыр. Мен тек жеткізушімін. Керемет. Рахмет. Жақсы сұхбат болды. Алдағы уақытта да енді қолыңыз бос болып жатса, алтын уақытыңызды бөліп келсеңіз, әлбетте келіп тұрамын. Разы боламыз. Алла разы болсын. Сізге егер сіз менің сөзімді түсініп отырсыз ғой. Иә. Сонда көрдіңіз айтады. Сөз қадірін, сөз мәнісін түсінетін адам кез болса, айтылмай қалмайтын шын сөз болмайды дейді. Алла баршамызға дұрыс жолды нәсіп етсін. Әмин. Рахмет көп. Жақсы. Көрермендерімізге де онлайн форматта отырып тыңдағанға алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта осы эфирімізде, осы каналдарымызда жақсы подкасттар болып тұрады деген ниетіміз бар. Сол үшін жазылып қойыңыздар, каналдарымызға тұрақты көрермендеріміз болыңыздар. Рахмет, алғыс.